900-ден астам кәсіптің лентасын қиғамын магазиндердің Қазақстан бойынша. Қандай совет бересіз адамдарға? Немен айналысқан дұрыс? Қандай бизнес түрін ашқан дұрыс? Әрбір қазақстандық орташа есеппен айлығының 40%-ын тамаққа жұмсайды, 13%-ын киім-кешекке жұмсайды дейді. Біреудің затын алды, Инстаграммен сатып көр. Істей аласың, істей алмайсың ба? Істей алмайтын болсаң, лучше айлыққа кір. Ал енді именно кәсіпте көбінесе ұрланып жатады ғой. Соларды сіздер қалай шешесіздер жалпы? Енді магазинде ұрланатын екі ғана жер бар. Біреуі товар қабылдайтын жер, зона приемка дейді. Товар қабылдайтын приемка. Товарды кім қабылдайды, кім оны базаға отырғызады. Сол жерден бірінші ұрлығы, екінші ұрлығы ол касса. Мысалы, менде оптовый складтарым бар. Мен оны полмен жүйелемегенмін. Енді жүйелеуге отырып жатырмын да. Дұрыс емес жүргіземіз ғой, негізі мойындау керек. Мен сияқты кәсіпкерлер көп. Былай айтқанда, ишак болып жұмыс істеп жатсың да. Сенің табысың мектен келіп көр, кассир ұрлап алса қалай болады? Ең үлкен обидный нәрсе сол ғой. Шынымен өте дұрыс айттыңыз, жаңа шынымен выгорание болып кетеді. Ол түскен бизнесте түскен табысын өзін жарата алмаса, бұл скорее всего кедей немесе бизнестің құлы. Қайырлы күн, менің YouTube подкастыма қош келдіңіздер. Мен бүгін алғаш рет өзімнің подкастыма ер азаматты шақырып отырмын. Бұл кісі қазіргі нарықты жарып жүрген өзімнің саламда, именно бизнес саласында, бизнес эксперт, әсіресе Магнум, Громад, Арзан сияқты супермаркеттің желісінде басшылық қызметте атқарып, оны миллиардтық оборотқа шығуға көмек берген, оның үстіне 900-ден астам магазиннің аяққа тұруына көмек берген бизнес эксперт Сәкен Ділімбет деген мырза менің подкастымда қонақта. Сәкен мырза, қош келдіңіз. Қош көрдік. Подкастыма келгеніңізге рахмет. Шақырғаныңызға рахмет. Өзіңізбен жақын танысып, жалпы екеуміздің саламыз негізі ұқсайды. Именно біз товарный бизнесте жүрміз ғой, ал сіз нағыз мамансыз десем болады. Мен қаншама көріп жүрмін, Инстаграмнан көріп жүрмін, қаншама кәсіпкерлердің басын қосып, не деген білім беріп жатсыз. Жалпы мен оқырмандармен, мен білгенмен оқырмандарым біле бермейді ғой сізді. Өзіңізді таныстырып кетсеңіз, жалпы Сәкен Ділімбет деген кім, таныстырып кетсеңіз өзіңізді. Сәкен Ділімбет деген енді бір қысқаша қош келдім осы аудиторияға, танымайтындармен танысуды бұйырсын жақынырақ. Әрине енді мынау қазіргі әлеуметтік желі арқылы бір-бірімізбен қарым-қатынас құру арқылы адамдардың танысу мүмкіндігі өте жақсы болып тұр. Осы мүмкіндікті пайдалана отырып өзімді бір қысқаша таныстырып өтейін. Сәкен Ділімбет, жалпы өзім Қазақстанның оңтүстік Қазақстан облысында қазіргі Жетісай ауданы, сол жерде толып өскем, сол жерде мектепте оқығанмын, Алматы қаласында жоғары оқу орындарын оқып, қазіргі таңда магазин саласында деп айтайын. Уже 15 жыл уақыт болды. 15 жылдың ішінде магазин саласына қатысты көптеген жұмыстар жасап, эксперт, антикризисный кәсіпкер, көптеген бизнестердің бардығы нөлден төменгі минуста жасап жатқан жеріне көмектесіп, аяққа тұруына өте көп профессиональный қабілеттерімді пайдаланып, сол же көмектескен жерім бар. 900-ден астам кәсіптің лентасын қиғамын магазиндердің Қазақстан бойынша. Бұл әртүрлі форматта, ол бандегі азық-түлік магазиннен бастап, косметика, кілем бизнесі болсын, жалпы товарный бизнес, ритейлге қатысты. Соның барлығы кіреді. Қазір ритейл бизнес деген академиям бар. Осы академияда кәсіпкерлерді даярлап, олардың экономикалық, кәсіпкерлік сауаттылығын, коммерциялық, қаржылық сауаттылығын көтеру бойынша жұмыс жасаймын. Бүгін таңда осы ритейл бизнес академиясы арқылы Қазақстанның басқа да өңірлеріне, қазақ аудиториясының кәсіпкерлеріне білімді беріп келе жайым бар. Енді осы ритейл бизнеске қысқаша айтатын болсам, соңғы 4 жыл, өзі ашылған 4 жыл уақыт болды. 4 жылдың ішінде 3500-ден астам кәсіпкерге білім беріппіз. Мәссаған. Ақылы түрде жасалған жұмыс. Жалпы сіз қазір бизнес экспертсіз, иә? Но жұмысты негізі жалпы найымнан бастадым деп жаңа айттыңыз ғой маған да. Негізі жұмыс тарихыңыз неден басталды? Жалпы өзіңіздің мамандығыңыз именно осы маркетинг саласын ба? Қандай мамандықты бітіргенсіз өзіңіз? Жалпы осы магазинный бизнеске, товарный бизнеске қалай келдіңіз? Енді мен өзім товарный бизнеске, жалпы магазин саласында жұмыс жасаймын деп шын айтсам, балалық шағымда не болған жоқ. Балалық шақта арманым біздің қазіргі президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың мен фанаты болғам кішкентай кезімде. Ауылда жатқан кезде тапшанда дала қарап жататын. Сол кезде бір арман болатын. Мен самолетпен қатты ұшқанды жақсы көремін деп ше. Сонда реально қатты армандайтын. Сөйтіп бізге Ташкенттің аэропорты жақын. Ташкенттен ұшқан самолеттер сөйтіп дауыс естіледі, несі көрінеді. Қатты армандайтын, сол бір 5-ші, 6-ші, 7-ші сыныптарда болса керек. Как раз ол кезде Қасым-Жомарт Тоқаев Біріккен ұлттар ұйымында хатшы болып жұмыс істейтін.
Маған ол кісінің қатты бір ұнайтыны, бір дипломатиялық қабілеті бар, екінші өте көп тілді меңгерген, сондай азамат болып көрінеді мен үшін. И мен сол үшін бір ағылшын тіліне деген бір нені көп бердім мектептен бастап. И менің әкем қолдау берді. Ағылшын тілі бойынша жетісайдағы ең мықты маманнан барып сабақ алу, дәріс алу. Сөйтіп мен өзімнің тілдік қабілетімді шыңдап, ағылшын тілі бойынша Алматы қаласында Инияз деген бар, қазіргі халықаралық сол жерде тілдер университеті, сол жерде оқып, Абылай хан атында переводчик мамандығы бойынша жұмыс оқыдым. Одан кейін бар қаржылық мамандығымды оқыдым. Одан кейін үшінші мамандығым менің юридический, то есть заңгер. Даже прокуратура жұмысқа барам деп сол жерде оқыған болатынмын. Төртінші бұл магистратураны оқыдым, 4 диплом бар. Бірақ енді магазин бизнесіне келетін болса, 2007 жылы мынау студенттерге арналған Work and Travel деген программа болатын. Ағылшын тілі бойынша шетелге балаларды жіберетін. Мен сол жерге барып, тілімді дамытып келейін деп барып, сол жақта жұмыс жасап, бір 6 ай 6 ай уақыт болдым. 6 айдың ішінде бір 3 ай уақыты сол жақта бір Walmart деген сеть болатын. Қазіргі дүние жүзіндегі номер 1 деп айтамыз. Именно обороты бойынша. Сол жерде мерчендайзинг бойынша, продажа, оператор қызметтері жұмыс жасап, залдың ішінде жұмыс жасап үйрендім. Бір кішкентай махаббатым оянды. 2007-те оралдым елге келдім. Елге келген соң 2008-де мені Арзан деген компания жұмысқа шығарды. Ол қазіргі Ташкентский көшесі Алматы қаласының бойында Смол қазір орналасқан. Сол жерде бұрын Арзан автомаркет деген болған. Мен ең алғашқы карьерамды сол жерден бастағам. Ол жерде оператор қызметінен бастадым, ассистент болдым, старший ассистент, менеджер болдым, жайлап жоғары көтерілдім. В итоге бір 11 жылдың ішінде генеральный директор қызметіне шықтым. То есть менің операторға 44 мың теңгеге айлыққа кірген сәкен 11 жылдан кейін 2 миллиондық айлыққа бірақ шықтым. Енді бір өзімнің сондай бір қойған бір межем болды. Бизнеске келдім, магазин бизнес қатты ұнай бастады. Іштегі процесс, адамдар, касса, товар алу, закуп болсын, бұл мерчендайзинг системасы болсын, учетный система барлығы. Все, что вот магазинге қатысты, любой движение процессын барлығы. И мен істедім, соның барлығын зерттей бастадым. Андай бір любопытство дейді ғой шайқанда. Сондай бір не пайда болды өзімде қызығушылық. Сөйттім, мына жақта тілдің бәрі қалды. Ағылшыны оқығаным бәрі кімге президентіміз Тоқаевқа деген фанатизм азайып бастады. Азайды. И мен істедім, алдыма полный фокусым барлығы бизнеске кетті. И сол жақтан айымнан бастап өте тез жылдам көтерілдім. Жылдам көтерілім әсер еткен нәрселердің бірі бұл басымды жан-жаққа бұра бермей, бір өзімнің берген қызметімді, жауапкершілігімді бір 100%-ға орындау үшін бір отдача дейді орысша, махаббатын бәрін төгіп беріп, сол жаққа жұмыс жасай бастадым. И мені бір басшылық, бір таныссыз, көке жәкесіз былай көтерілдім да. И әйтеуір бір күні ненің несімен профессиональный карьерный рост дейді ғой. Сол мен Таразға бардым 2012 жылы. Арзан компаниясының филиалын басқаруға. Сол жерде коммерциялық бөлім басқардым. Ол жерде күндік саудасының прямо 2 миллионнан 7 миллионға дейін көтерген. Күндік выручка көтеру деген өте бір үлкен жұмыстардың бірі. Өзіңіз саудада жүрген білесіз. Одан кейін барып көзге түсе бастаған кейін мен Magnum компаниясы шақырды. Magnum компаниясы Шымкентке 2014 жылы шақырып, сол жерде коммерциялық бөлім басқаруға ұсыныс берді. Мен сол жерде келісіп, Magnum компаниясы Қазақстанда номер 1 компания. Сол жаққа барып жұмыс жасап, олардың талаптары өте жоғары болды. Бірақ сол талаптарға сәйкес болдым мен де. Жұмыс жасадым. 4 жыл жұмыс жасадым. 2014 пен 18 жылдың арасында 4 жылдың ішінде ең алғашқы қазіргі Шымкенттегі 30-дан астам Magnum болса, соның ең алғашқы 3 Magnum ашылуына өте көп көмектестім. Аяққа тұруына. Қазіргі былай тілмен айтқанда цифрмен айтатын болса, бір 12-13 миллиардтық обороттарды басқардық сол жылдары. Одан кейін сол Magnumда жүрген кезде бір Шымкентте өте бір андай, Шымкентте өзі көзге тез түсу мүмкіндігі жоғары да. Сарафан радио өте жоғары дейді Шымкентте. Мына кісі мықты екен деп. Сөйтіп Шымкенттен Феркан деген сет болатын. Қазір өкінішке орай жабылып кетті. Бірақ сол компания шақырды мен жұмысқа. Одан кейін мына Мадлен деген компания бар. Жалпы осы үлкен компаниялар жұмысқа шақырып бастады. Сөйтіп мен таңдауымды қазіргі Громад деген компания бар. Біздің Шымкентте үлкен супермаркет бар, Громад деген. Сол Шымкентте Громад деген сол жерге барып, сол жерде генеральный директор қызметін атқарып, полностью солардың ең ашылуы бардық нөлден бастап, котлован дейді ғой, жерден қазылуынан бастап, процесстің адамдарды алу, 223 адамды басқардым сол жерде. 400 миллион обороттық компаниясы болатын сол кезде, басы 2019-18 жылдары. Сол жерде қызмет еттім. Одан кейін барып, Громадтан кейін барып, Ладуш компаниясы бардым. Ладуш компаниясының директоры по развитию.
яғни операционный директор, полный қарамағымда 150-170 адам болды. Кстати, енді Ладуш компаниясының бір қысқаша айтып кететін нәрсе қызық бір не бір әлі кейін өзім күлем. Ладуш компаниясында негізі жалпы ұлт жағын айтатын болсақ, в основном көбісі орыс не істейді. Енді бұл жерде бір ұлттық мәселеге қатысты емес, больше всего бір сондай бір орыс кісілердің несі көп. Қазақтарда бар, қазақ, өзбек, татар, кәрістер жұмыс етеді, но орыстардың несі жоғары. И мен ол жақта басшылық қызметте болған единственный қазақ болдым ғой. Мәссаған. Ладушки баяғыдан бар ғой. Иә, ол 99 жылы құрылған компания. Қазіргі таңда бір шамамен 6-7 миллиард ақша жасайды мысалға. Бірақ маған қатты бір не істегені, бір өзім қызық болған. Ол әрине жұмыстан ол жақтан кеткеннен кейін болды. Түсіндім, что мен единственный қазақ екенмін сол жақта жұмыс жасаған. Ең бір үлкен антикризисный жұмыстардың бір жасалған сол Ладуш компаниясында болған. Бағандай 2 жылда көтерілмеген нәтижені біз 6 айдың ішінде шығардық мысалға. Соны қалай көтересіздер? Маған қызық именно мысалы. Не жұмыс жасайсыздар? Оны шынымен жаңағы Ладушки компаниясы кішкене түскен шығар енді. Атағы көп конкуренттер шығып. Конкуренттер бірінші нарық үлкейіп, нарықтағы конкуренттер күшейе бастады. Соответственно, бұның долялары азай бастады әркім ашылғаннан кейін. И бұл жерде мен былай айтайыншы, менің ең бір үлкен қабілетім, шыңдалған қабілетім бұл бизнесті цифрамен басқару. То есть оцифровка дейді орысша айтқанда, аналитикалық қабілетім жоғары. Мен кез келген бизнеске, любой бизнеске цифрамен кіремін. И мен цифрамен кіріп, сол жерден маған бір 45 минутпен 1,5 сағаттың ортасында маған информация достаточно, чтобы уақыт мен ол бизнестің қыр-сырын түсіну үшін. И екінші нәрсе бар, 5% козыр дейді, то есть золотое правило. Ең бір бизнесте, сол цифра арқылы, ең бір бизнесте ең көп оборот әкеп тұрған нәрсе не ол? Соны анықтап алу. Сол анықтап алсам, үшінші этап бұл менің маркетинг қабілетім. То есть мен уже маркетингке көбірек көңіл бөлемін. То есть бірінші цифрамен оцифровка жасаймын, екінші 5% козырды анықтап аламын, үшінші сол 5% козыр анықталған нәрсеге үшінші маркетингтің көп упор қоямын. Мысалға, Ладушкиде күніне 80-90 килограмм біз блины сататымыз. Блинчик весовой. Соны біз 200 килограммдан көтердік. Ойлаңыз, күніне 80-90 килограмм сатылатын, ол 80-90 килограммды күн сайын құйып отырып, ол да үлкен жұмыс. Солны біз күндігін 200 көтердік. То есть магазин ашпай, жасамай. Біз не істедік, мен түсіндім, что блины ол жаңа ең бір номер 1 сатылатын товар. И маржасы да жақсы, обороты жақсы. Мен соны қарадым, мысалы қанша блинді көтеруге мүмкіндік бар екен. И есептеп қарасам 45-50% көтеруге мүмкіндік бар екен. Біз 45-50% көтеру үшін маркетингке қосымша күш салдық. Оказывается, что біздің маркетингге салған күшіміз одан көп болды да, нәтижесін біз 2,5 есе алдық. Мысалға. Сол сияқты, мысалға, Ладушкиде өзі бір 800-900-ға түрлі ассортименттің түрі шығады. Мен 800-900 түрлі ассортименттің бәрін көтере алмаймын, бұл қиын. Мен есептім, ішінде 50 түрлі товар шығарып алдым. 50 товарға күн сайын есеп бердім. Блины, там, допустим, молочная девочка был, медовый торт был, бір бауырсақ, самса с мясом, или там бірінші картошкамен, пирожки, сосиска в тесте деген сияқты. Сол 50 түрлі товарын шығарып алдым, сол 50 түрлі товарды таңертең сонымен оянам, ұйықтаймын, былай айтқанда. Күніге сонымен жұмыс жасаған кезде компанияның бір 4 ай, 5 айдың ішінде результатын годовой росты 17%-ға шықты. 17% деген рост бұл 5 миллиардтық оборотта өте көп үлкен ақша. Мысалы 600-700 миллион теңге ақша болады да. Сол себептен сол нәрселерді, сол әрекеттер, инструменттер менде бір қабілеті болғаннан кейін мен поэтапно жұмыс жасауды уже как үйрендім да. Цифр анықтау, қай жерде қандай ең мықты инструмент не болып тұр. Сол инструментке күш салу маркетингпен. Негізі мына жерде мен оқырмандарым ойлап отқан шығар, Сәкен Ділімбет қол жетпес адам деп. Негізі жалпы сіз ана жаңа крупный проекттеріңіз айтып жатсыз ғой, Магнум деп жатсыз, Громат деп жатсыз, Ладушки деп жатсыз. Негізі любой бизнеске керек адамсыз ғой, жалпы негізі. Любой, мысалы, осындай бір студия болсын, или болмаса кез келген бизнес. Мысалы, менде оптовый складтарым бар. Мен оны полный жүйелемегем, енді жүйелеуге отырып жатырмын да. Негізі бизнесте мен естіп жатырмын. Енді мен өзім мамандығым бизнесмен болмағанмен, менде складтар бар, магазиндер бар, бірақ дұрыс емес жүргіземіз ғой, негізі мойындау керек. Мен сияқты кәсіпкерлер көп. Мысалы, олар расходын білмеуі мүмкін. Элементарно маған айтқан кезде сенің скотч доходың, сенің пакет доход, расходың, соның бәрін есептеп жүйелеу керек. Қанша сенің, мысалы, зарплатаны да, мысалы,
бір проценті бар екен ғой, оны біз білмейміз ғой. Соны полностью жүйелеп беретін бұл кісілер ғой негізі. Именно кез келген бизнес түріне, магазин болсын, жаңағы киім дүкені болсын, косметика болсын, кез келген кәсіпкерлердің болы именно қазір расходын, доходын полностью қанша әкеліп жатыр. Жалпы шатасып кеткен адамдар көп қой негізі бизнесте, өте көп. Мысалы, оборотың қанша миллион десе айтуға ұялады, мысалы. Обороттан мысалы расход көп болуы мүмкін. Сондықтан бұл кісі өте керек адам. Қазір именно сіздің кішігірім хотя бы бір бутигіңіз болса да көруге міндеттісіз, себебі бұл кісі бизнесті жүйелейтін нағыз маман негізі. Жалпы негізі сіз қазір Найымнан кеттіңіз ғой, кетіп қалдыңыз жаңағы. Өзіңіз эксперт болып кеттіңіз қазір, инфобизнесте. 2020 жылы консалтинг компания ашамын деп өзім ниет етіп шығып кеттім жеке. Консалтинг компания ашқан жоқпын. Мен ритейл бизнес академиясын аштым. Жалпы негізі Найымда жүргенде біраз тауып жүрдіңіз ғой сіз, Жоқ, мен Найымда жұмыс жасағанда Шымкентте ең бір қымбат мамандардың бірі болдым, потому что официально 2 миллион теңге айлық алатын. Шымкентте 2018-19 жылдары 2 миллион теңге айлық алу, мен білем, что Шымкенттің әкімі өзі ондай айлық алмайды. Ал қалай сіз жеке кеттіңіз и Инстаграмға қалай келдіңіз? Соны айтып беріңізші. Жеке кеткен кезде өте қиын болды. Біріншіден мен карантинге, зона комфортына шығу біріншіден, мен ол кезде ең үлкен бір нелердің бірі қарызым болған. Қарызым болды, менің айлығым жоғары болған кезде мен қарыз білмейтін, ол кезде процент төлеп отыра бердім да. Жеке өзім консалтинг ашам деп шыққан кезде 28 миллион теңге қарызымен шықтым да. И шыға салып турбулентность дейді ғой, сонда турбулентностьқа түстім де сразу. Қандай турбулентность болды? Шайқалуға түстім, потому что бірінші ең алғашы ковидтің президенттері келіп бастаған ол кезде бізге. 2019-дың январы, 2019-дың декабрі 2020-ға уже сондай бір переходящий уақыт еді. Сол уақытта мен шықтым, бірақ Ладушки компаниясы ол кезде қызмет ететін консалтинг ашқан кезде. И айтады маған, сен либо бізбен қал, либо мен жоқ, мен консалтинг етемін. Менің негізгі арманым еркінді болып, өзімнің жұмысын шығар. Мен потолокқа жеттім, либо мен қалам компанияда, маған доля бер, мен акционер болуым керек, соучредитель болайын. Мен жұмыс жасауға дайын. Маған компанияның бір 5-10% беретін болсаң, мен бұл компания одан 5 бұдыр ағырып жақсы көруге дайынмын. Бірақ былай айтқанда екінің бірі бөліп беруге дайын емес қой онда. Мен уже Найым деген нәрсеге тойып тұрмын. Неге мен айлығым да басқам да айтым, давайте мен отдельно шығамын. Шыққан кезде мен турбулентностьқа түстім осы рас. Бірінші артымда багажы 28 миллион қарызым бар, 3 балам бар. Ең бастысы өзім астында көлігім бар, үйім бар Шымкентте. Но болды, басқа нәрсенің бәрі жоқ. Тек қана басым бар ғой, басқа ештеңем жоқ. Ал сол уақыттан бастап нағыз қызықтың бәрі сол жерде басталды. Сенің бизнестегі мықты қабілетің, сен мықты маркетологсың ба, сен жақсы продуктологсың ба, сен жақсы кризис менеджерсің ба, қалайсың, сол нәрсені сол жерде көрсететін бір не келді, онда сәт келді да. Поэтому мықты болсаң өзіңе көрсет. Өзіңді шыңда, өзің көрсет, өзіңді жең. И сол уақыттан бастап уже Инстаграм қолға алдым. Айтқанда Қыран Талапбектің мобилография курсы, Асхат Шынәлі, мені жалпы инфобизнеске алып келген Мейірбек мырза мысалға, ол кісілердің курстары. Сол кезде маған продюсерлікке поддержка берген Тайыр Нұғман мысалға. Алғашында бандегі состояние қатысты Қуаныш Шонбайдың көптеген физиологиялық сабақтары. Солардың барлығы қатты көмектесті мысалға да. Соның бәрін алдыңыз? Соның бәрін алдым, сатып алып, как болар курсын алып, оқып, өтіп, бұлардың өзім курсымды жасап шығардым. Ал шығардым, шыққаннан кейін бұл курс сату деген нәрсе былай сөйлесең өтіп кете беретін нәрсе емес екен. Кейін түсіндік, что ондай емес екен. Бұған жұмыс жасау керек, прогрев деген дем шықты, қыздыру керек, историяны көрсету керек, біраз дүние шықты ол жерде. Соның бәрін жасай келе мен бір 9 ай тікелей эфирде отырдым ба. Мәссаған. Тікелей эфир Инстаграмда ма? Инстаграмда. Инстаграм, ол тиктокты шыны керек ашқан болса 1-2 жыл болды. Инстаграм ол кезде кәдімгі Инстаграм тиктокқа отыра. Карантин кезінде. Карантин кезінде. Бастадым, күніге шығамын. Бірінші 1 адам, 3 адам, 6 адам, 12 адам, 30 адамға дейін барған кезде ашпағанға шляпам бақтыратын, қуанатын. И мені 30 адам көріп жатыр уже деп ше. И сөйтіп алған қалаумен бір 700-800-ге дейін алып баруға не істедім, жұмыс жасадым. Бірақ 9 ай уақытым кетті да. Сол менің эксперттілігімді шыңдауға және менің аудиториямен бірге контакт орнатуға, немесе сенімді күшейтуге көмектескен инструменттері сол эфир болды да. Сол эфирдің арқасында уже нем күшейе бастады, продуктілердің бағасы күшейе бастады. Не айтатын едіңіз эфирде? Эфирдің басым көпшілік разбор форматында болатын. Разбор форматында 44 күн бойы эфир жасадым таңғы сағат 6-да. Мәссаған, кіре ма? Кіреді, кәдімгі 100-150 адам отырады азында. Азанмен таңғы сағат 6-да жаз күні. Сөйтіп примерно бір 36-шы күні ма, 30-шы күні ма, есім жоқ, примерно 30-дарға келіп қалғам, уже аудиторияны көргім келмей бастады. Жек көріп бастадым да. Неге? Сондай бір ана болады адамның бір насыщенный бір тойып бастайсың да уже ана нәрсеге ше.
уже теманы өзгерту керек болады, басқа керек болады, сөйтіп айта беремін. Өте бір көптеген эфирлерге өзіме бір марафон жасап көрдім да. Аудиторияның алдында сөйлеу, өзіңді ұстау, контент беру, разбор жасау, мысалға андай болады, социофобия деген тема бар. Аудиторияның қорқасын әлеуметтік желіде біреу бір нәрсе деп қала ма, немесе там біреу там бір нестандартын сұрақ қойып қалатын шығар деген сияқты нәрселер болып қалады. Жауап бере алмай қалсам, позор, облом болып қалам ғой деген сияқты ше. И сол нәрселерді шыңдау үшін маған бір тікелей эфир қатты көмектесті да. Қазір эфирден былай айтқанда қорқынышым жоқ. Ешқандай эфирге шығамын, бір кісілер айтады маған, қалай қорқып отыра бересің дейді. Білмеймін, неден қорқамын деймін да. Енді ол нәрсе өту үшін де маған біраз шыңдалу керек болды. Әйтеуір қазір осы ритейл бизнес академиясын қазір дамытып, табыс тауып, кәсіпкерлердің сауатын ашып, ең бір осы ритейл бизнес академиясының ішінде бір бағытым бар, өзім жақсы көретін бағыттардың бірі бұл бизнес турлар. Жалпы шетелге жылына 4 рет 3 рет шетелге шығып қайтамыз кәсіпкерлермен, именно өзім шәкірттермен бизнестегі. Соларды шетелге апарып, что әлем Шымкентпен, Алматымен, Қазақстанмен шектелмейтінін көрсету. Шетелге барып, сол шетелдің бір идеясын алу, ойын, сол жақта бір өзін еркін сезіну, что Құдайдың басқа жаратқан жерлері бар екенін көру. Сол арқылы келген, былай айтқанда орысша айтқанда вдохновение дейді, сол мотивациямен, сол күш қуатпен келіп, елге келіп өзінің бизнесін жаңа бір деңгейге шығару үшін қопаратындай бір күш жинап келу да. Кейде болады адамға бір сыртқа шығып бір демалып келетін. Сол бағыттардың бірі осы ритейл бизнес академия жасап жатқан. Енді қазір алдағы жасалатын жұмыстар өте көп, офлайн іс-шаралар. Алғаш рет Қазақстанда 400 кәсіпкердің басын жинадым. Даже мемлекет ондай дәрежеде жасаған жоқ. Сол себепті мен үшін өте үлкен бір мақтан ететін іс-шаралардың бірі Шымкент қаласында Рикс қонақ үйінде как раз жасаған болатынбыз. 400 кәсіпкерді басын бірден жинау. Тем более енді входной билет менде бір қатты доступный билеттің бағасында болды деп айтпаймын. 20 мыңнан жоғары болды бағалар. Сол себептен 20 мың, 90 мың бағалар болды. И ол жерге 400 адам жинау мен үшін үлкен еңбекті талап етті да. Сондай мысалы 400 адамды жинап, сіз не ұсындыңыз оларға, немесе қандай көмек бердіңіз оларға? Бірінші ұсынған нәрсем ол 10x инструменттер бердім. Әр бір инструменттің артында бір жаңа бір деңгейге шығаратын адамдар несі бар да, инструмент бар. Осы 2024 жылғы нарыққа трендке сәйкес деп айтайық. Сондай инструменттерді бір бердім. Енді былай айтқанда қалай ниет етіп бардым. Максимально берейінші деп ше. Берейінші деп. Сөйтіп Құдай маған жіберші дедім. 400 адам еді, Құдай 412 адам жіберді. Расходымды по нулям жауап берді. Ешқандай мен шығынға шығарған жоқпын, аудитория шығынға шығарған жоқ. Барлығы күшті болды. И сол жерде бір өзім от души 12 сағаттық контент бердім. 12 сағаттық контент бердім, өзім жеке өзім. И соңында ұсынылған ұсыныстардың бірі бұл сол жерде бір интенсивный сабақтар болды, кәсіпкерлермен бірге жасап, сол инструменттерді іске асыру бірге. То есть наставникпен бірге деп айтайықшы. А так бұл жерде берілетін, мен де былай айтам ба, мен тренингтарында беретін ақпаратты кейде тікелей эфирде тегінде де бере берем. Бірақ тегіннің кейде қадірі болмайды, біресе оны дұрыс түсінбей жатады. Бағаламайды, иә? Бағаламайды адамдар. Оның мен қызғанғаннан емес та негізінде. Мен айтам, проблема жоқ деймін да. Ол өткенде бір кісі айтады, консультацияға келіп тұр, сөйтіп консультацияға келіп, разбор жасап, бизнес талқылап берсем, бұны сіз өткенде маған тікелей эфирде тегін айтқансыз дейді да. Енді жасамайсың ба деймін да енді. Не үшін келіп консультация келіп тұрсың? Консультацияны ақылысын төлеп, ақылы келіп тұр да. Басқа нәрсе айтатын. Иә, басқа нәрсе айтады. Мен айтам да, маңыздысы кез келген адам бір шешім келеді. Мен ол шешімді бергеннен кейін сол шешім жасалса, оның артында бір результат бар. Енді как мен профессиональный эксперт ретінде осы салада жүрген наставник ретінде көп көремін да, кәсіпкерлерден айтамын, сен мынамен примерно мынанша уақыт шабасың, мынанша уақыт жүресің. Мына жерде сен примерно қадаласың, құлайсың. Мына жерде примерно сен ұшасың, ұшқан кезде сен жұлдыз ауруына ұшырайсың. Мына жерде жайлап сен бәсеңдейсің, сен ешкім керек болмай қаласың. То есть уже адамдардың бизнестегі динамикасын көріп тұрғаннан кейін айтасың да, ол біреуге жақпайды. Біреу оны қабылдай алмайды мысалы да. И бір осындай бір қабілет пайда болғаннан кейін оны былай картина жасап беремін. Сен уже 1 майдың 28-інде сен андай боласың деп ше. Бұл менің ешқандай көріп келдігім емес, бұл менің қабілетім. Бизнестегі шыңдалған қабілет та. Сол сияқты нәрсе. Сол себептен көптеген кәсіпкерлерге пайдамыз тиіп жатыр. Даже мен айтамын, тренингтарға келіп 20 мың теңге төлейді да. Тренингқа айтамын, тренингті алған ақпаратты бизнеске жасап, 14 күн результат көрмесең, маған айт деймін, 14 ақшаны қайтарып беремін деймін. Молодец. Жалпы негізі сіздің клиенттеріңіз кәсіпкерлер, тек тауарлы бизнес. Действующий бизнес кәсіпкерлер. Действующий бизнес или ашам дегендерге де көмектесесіздер? Менікі 90% бұл именно ритейл бойынша.
То есть товарный бизнес бойынша именно магазины барлар, офлайн магазин барлар 90% жалпы осы жерде аудитория. Сахи мырза, ритейл дегенді ашып түсіндіріп жіберіңізші, мүмкін менің оқырмандарым түсінбейтіндер бар шығар. Мысалы мен өзім де білмеймін, ондай Негізі салада істемеймін. көп адамдар түсінбейді. Ритейл деген ағылшын тілінің сөзі, орысшаға перевод жасалғанда розничная торговля, қазақшасы бөлшек сауда. Розничная торговля. Мынау біздің товарный бизнес, бұл магазиннің ішінде сатылатын бутиктерде розница сатылатын барлығы бөлшек сауда жатады. Бұл азық-түлік, автозапчасть, косметика, посуда өнімдері болсын, кілем болсын, киім-кешектің барлық түрі, мужской, женский, детский, сумка роддом бола ма, қандай да басқа заттардың барлығы строительный заттар. Бұлардың бәрі бөлшек саудаға жатады. Ритейлға жатады. Бұлардың бәрі ритейлге жатады. Біз ритейл деп айтамыз, бұл негізі ағылшын тілінің терминологиясы. Енді түсінікті болды. Біз бөлшек сауда деп айтсақ, біреу түсінбеуі мүмкін да. Я болмаса біреулер ритейл дейді, болмаса біреулер розница деп айтып жатады. Розница, ритейл это есть одно и то же негізінде бір нәрсе. Действующий бизнестегі адам, жаңа кәсіпкерлер сіздің клиенттеріңіз. Жалпы негізі осындай қазір розничный торговляда жүрген, товарный бизнесте жүрген адамдардың қандай басты болы бар қазір негізі? Қандай мен көп сталкиваться етесіз? Алдыңызда қандай проблема шыға береді? Мен қазір өзім бір целевой аудиторияны айтатын болсам, 90% аудитория бұл действующий кәсіпкерлер, магазины бар, бизнесі барлар. 7% бұл әртүрлі бизнестер, мысалы кафе, ресторан, услуга көрсететіндер, массажный салондар и так далее. То есть магазинге қатысы жоқ басқа бизнестер. 3% бұл бизнесті енді ашайын деп жатқан. Ойланып жүргендер. Ойланып жүрген емес, қолында уже ақшасы бар. Мен ойланатын адамдармен сөйлеспеймін. Мен нақты действующий әрекет жасаған адамдармен сөйлескенді жақсы көремін. Осы негізгі аудитория. Енді негізгі күшті основном 90% аудиторияға салам көп магазинге қатысты. Бұл аудиторияның ішіндегі ең үлкен проблема бұл оцифровка. Біз қазір сізбен бірге студиядан шығып, кез келген магазинге 10 магазин кіретін болса, көшедегі Алматы қаласында, оның ішіндегі 8-інде оцифровка жоқ. Оцифровка деген мағынасын ашып түсіндірсеңіз. Оцифровка деген не? Ол бүгін қанша тауар келді, қанша остаткында тауары бар складында, учетный системасында қандай шығыны бар, немесе қанша прибыль түсті, орташа есеппен күніне қанша клиент кіреді оған, средний қанша, айына қанша выручка жасайды, оның точка безубыточный дейді мысалға да, қанша теңге сауда жасаса, ол минусқа кірмейді. Сондай сияқты шығындардың есептен бәрін есептейтін. Ондай көп қой, 2-ның бірі деп ойлаймын. Сол себептен 10 магазиннің 8-інде жоқ та ол. Оцифровка жоқ. Ол мойындау керек. И оцифровка жоқ болғаннан кейін бізде негізі мойындау керек, қазақтың кәсіпкерлерінің математиканың сауаттылығы төмен деп айтпаймыз, өте жоғары. Вопрос ол жерде сауаттылықта емес, математикадан емес. Вопрос бұл жерде әдеттен. Көбісіне әдет жоқ бизнес цифрын басқаруға. Тура сол цифрды мен өзімнің ритейл бизнес академияның бірісі. Оңай ма? Өзі жасау? Жалпы үйренсең оңай. Үйренбеген адамға қиын. То есть, қалай айтсам болады екен? Ағылшын тілі маған оңай. Үйренбеген адамға қиын. Үйренбеген адамға қиын. Маған қазір қиын бұл Қытай тілі. Мен екінші тілім Қытай. Қытай тілін үйрену маған өте қиын. Потому что иероглиф бар, ол жерде ол нестандартный да. Сол сияқты нәрсе да. Бірақ үйренген адамға барсаң, қытайша сөйлеп тұрған адам айтады, оңай ғой дейді. Әрине, үйренген адам оңай да. Тура сол сияқты кәсіпкерге таныс емес, бір жат нәрсенің барлығы алғашқысында қиын болып көрінеді. Не істейді кәсіпкер? Қашады. То есть ең үлкен проблема, бағана айтқан, бизнесті цифрландырмаған. Оцифровка бизнесі жоқ. Оцифровка бизнесі болмағандықтан олар не істейді? Екінші проблемасы бар. Точка А-дан точка Б-ға бара алмайды. Мысалға айтайық, орташа айына 10 миллион теңге сауда жасаймын. Кішкентай бір шағын бутикте мысалға. Хорошо, 10 миллион айтады. Примерно жасап отырады. Біз нақты қарасақ, ол 12 миллион жасау мүмкін, может 8 миллион 500 жасау мүмкін айына. И ол қарайды, әр айда әртүрлі динамика. И ол есеп бере алмайды. Өткен айда, мамыр, сәуір, наурыз айында қанша сауда жасадым. Алдағы айларда қанша сауда жасаймын деген. Ода четкий план Б, жоспар жоқ. То есть бірінші оцифровка жоқ, екінші жоспар жоқ. Когда осы оцифровка болмаған кейін жоспар болмайды. Құр жоспардың өзі болғаны ол орындалу қиын да. Сол себептен андай бір точкасына ұру үшін в цель дейді ғой, именно нақты жеріне тию үшін оцифровкасын жасап алсаң, әргесі бір апта, 2 апта кетуі мүмкін. Мысалы, ревизияда ол оцифровкаға қатысты нәрсе да жұмыс. Соны жасап алсаң, сен точка Б-ға жету өте жеңіл да. То есть, былай айтқанда, без напряг, қиналмай, нақты бір-екі инструменттермен әрекет жасап жетуге болады. То есть, мен айтамын да, продажа жасау, сауданы көтеру, сен ойлағаннан жеңіл деймін да. Ойлағаннан жеңіл, егер сен оның тілін білсең, жұмысын түсінсең.
ағылшын тілін білсең, сен ағылшын американецтермен тез сөйлесесің, жеңіл сөйлесесің. Тілді білмесең, естесің, қинайсың өзің, напряжение басталады. Сол сияқты бұл жерде бизнесте сондай да түсін болу. Қай жерде қандай кемшілік болып отыр. Біздер енді қазақтың кәсіпкерлері бәрін топырақ шашпаймын, но 80% аудиторияға айтылатын нәрсе жоқ. Оцифровкасы барады, ұра береді, әртүрлі курстарды барып оқи береді да. Мен саудан көтерім .b, мен айтам, .b-ны көтеру үшін сен .a-ны түсінші. То есть мен қандай деңгейде тұрғанымды түсінбесем қазір, мен келесі жаңа бір деңгейге баратын деңгейді түсінбеймін. Сол себептен бұл өзімізге жасалатын бір фиксация да, цифры күйіне жасалатын. Осыны жасаймыз, .b-ға барамыз. Енді .b-ға бардық, барғаннан кейін біз несейміз, үшінші проблема туындайды, бұл маркетинг. То есть жұмыс жасап тұрған нәрсені күш салмаймыз. Мысалға таргетке бір $5-10 салдық та отыра береміз сол. Рилсқа бір аптада 5 рилс түсіреміз, отыра береміз. Күніне мысалға мен тренинг жасау үшін 400 адам жинау үшін күніне 4 рилстан жасадым. Оңай емес мысалға. 33 күн бойы күніге 2 рилс, 3 рилс, 4 рилс қайын салу ол өте үлкен еңбек талап етеді. Мысалға. Бірақ соның нәтижесінде 400 адам келді. Тура сол сияқты мен .a-ды біліп тұрмын, .b-ды түсініп тұрмын. Енді .b-ға көмектесетін инструмент ол маркетингте, мысалы там таргет болуы мүмкін, рилс болуы мүмкін, тикток болуы мүмкін, қазіргі трендтегі қандай да бір инструменттерді усилять ету, күшейту. Жалпы сіз кәсіптегі барлық адамға, қазір мысалы офлайн бизнес бар адамдарға не советовать етесіз? Онлайнға шығуды ма, әлде или басқа бір маркетингтің жолын? Мен онлайн басқа көріп тұрған жоқпын, мысалы мен Instagram, TikTok бар, жаңа таргет бар деген сияқты. Тек солай продвижение ғой қазіргі заманда. Или сіз басқа нәрсені ұсынасыз ба? Мен мысалы сондайды ұсынамын. Мен мысалға офлайнда ұсынатын нәрселер көп та. Офлайн бизнесте. Бұл қарау керек бизнестің мысалға. Егер оған действительно офлайнға адам көп келетін болса, мен десем бірінші оның ішкі кухнясына кіруге тырысамын. Бұл мерчендайзинг болуы мүмкін, полкасы болуы мүмкін, сотрудниктер жұмыс жасауы мүмкін, освещениесі болуы мүмкін, паркинг болуы мүмкін, мысалға магазинге келетін көп адам болса. Ол офлайн. Егер ол жоқ болса, ол адам аз келетін болса, значит оған келіп отқан клиенттің басым көпшілігі онлайнда болса, значит мен усиление онлайн қоямын. Ал негізі онлайнға қатысты айтатын болсам, әрине, потому что болашақтың бәрі онлайнда, қазір уже онлайнға кіріп кетті. Кім онлайнның тілін түсінеді, кім онлайнның инструмент қолданады, ол көп ақша табылады. Жалпы қазір маған да негізі мен кәсіпте жүрмін ғой, но бірақ маған көбінесе оптовиктер келіп жатады. Мына барахолка ше өзіміздің Байсаттан, Кенжеханнан, Өжеттен көптеген оптовиктер келіп жатады. Енді олардың обороттары миллиондаған ғой, но бірақ сауда жоқ дейді да уже қазір ше. Сондайларға мысалы не кеңес бересіз мысалы сіз? Мен ладно, өзім кеңес беремін, а сіз ше мысалы кәсіпте жүрген. Ондайларға кеңес беретін десе, бірінші не үшін сауда түсіп кетті? Бірінші түсіну керек. Сауда түсіп кетті, демек басқа біреулер онлайн арқылы сатып жатыр ол. Көршілер сатып жатыр мысалы, солар жақсы өтіп жатыр. Кусок пирога деген бар да бизнесте. Мысалы бір пирогтың размерін алайық, мысалға. Оның бір нарықтағы өзінің үлесі болды, ол оптовиктің кезінде. Ол 5 жыл, 2 жыл, 10 жыл, 20 жыл сол бір ескі баяғы тізе шығып кеткен методпен ұрып келе жатыр. Нарық не істеп жатыр? Нарық өзгеріп жатыр. Қалай өзгеріп жатыр? Потому что адамдардың сатып алу қабілеті өзгеріп жатыр. Адамдардың сатып алу қабілеті өзгерген кезде, потребность, покупательский потребность өзгерген кезде, оптовиктердің ұсынушылардың несі подачасы өзгереді. Подача офлайн емес, онлайн өтіп кетті да. Сөйтті да ананың кусок пирогасын естеді, кішкентай болып қалды, не деп қалды долясы. Сөйтіп продажа түсіп кетті. Ол продажа түсіп кетті не за то, что оның продукциясы жаман болғаннан емес та. Өте дұрыс. Ол онлайн арқылы подавать ете алмай қалды, ақпарат бере алмай қалды клиентіне. Елдің бәрі қазір онлайнда отырып бәрі несін заказ береді. Даже былайқан Дубайдан болсын, Армениядан, Кореядан машинаның өзін онлайн алып жатыр. Болды, бұл уже кішкентай товарный бизнесте адамдарға айтатын нәрсем сол да, онлайнға кіру керек. Оптовик, скорее всего, қалып кетті артта. Қалып кетті, иә. Қандай кеңес? Ең бірінші беретін кеңесім, бұл деңгейін түсініп алу керек та. Сіз оптовик бір мойындайтын бір адамға барып, содан кеңес алған абзал. Бірінші. Иә. Не үшін? Потому что өзінің басы жетпей тұрған нәрсе екінші бастың көмегі көп болады. Түсініп алады. Сол түсініп алған немен, ол однозначно онлайнға кіру керек болады, бірақ онлайнға қалай кіру керек? Қалай жұмыс жасау керек оған? Потому что ол қазір онлайн жасамаған оптовикке ол бірден келеді удар болады. Иә. Қиын. Мен шығып сөйлеуім керекпін ба, үйтуім керекпін ба, бүйтуім керекпін ба деген сияқты өзін шектей бастайды. Ол шектегеннің барлығы бұның саудасына қатты әсер етеді. Сол себептен бір жол көрсететін, жол сілтеуші навигатор адамды тапқан абзал, қазір бірінші кеңесім. Екінші, сол адамның берген инструментін бұлжытпай орындап жұмыс жасайтын болса, онлайн қалып шығу керек оны. Потому что бизнесі Билл Гейтс айтады ғой, бизнестің онлайнда болмаса, онда өлім дей бер дейді.
Ол Билл Гейтстің 98 ба 99 жылы айтып кеткен әңгімесі ғой, бізден 20 жыл айтқан әңгімесі, который біз әлі түсініп отырмыз, иә. Күшті сөз ғой, иә, өте дұрыс. Кез келген кәсіпкерге керек. Сол себептен барлығымыз қандай да бір офлайн іс-шараға, офлайн магазинге трафикті онлайн арқылы алып келеміз. Өте дұрыс. Онлайн арқылы жеке брендті дамыту мүмкіндігі өте жоғары. Тез әрі оңай. Танымал болу өте оңай мысалға. Сол себептен жеке брендтің дамып тұрса, атың шығып тұрса, кез келген адамға қызық, что мына бизнестің артында кім тұр деген сұрақ бар. Иә. И сен ертең қазір хорошо бір магазин аштың, бұны жүйеледің, реттеп аяққа тұрғыздың. Ертең сен бір банный комплекс ашасың мысалға. Ертең сен барып кафені ашасың, бір мойка ашасың. Әйтеуір бір кәсіп ашасың ғой, өнеркәсіп ашасың. Сен не істейсің, Инстаграм арқылы сонымен жүйелеп көрсете берсең, адамдар жайлап мына клиенттер, мынаның бәрі клиент болып шығады да. Өте дұрыс. Жалпы мынандай сұрақ қояйыншы сізге. Сіз қалай ойлайсыз, егер мысалы көптеген адам бір бизнеспен жүргенді қалайды да, мысалы бір саламен жүрген, біреулер бар, что не бір түрлі бизнесті ашып тастағандар. Жаңа айтып тұрсыз ғой, сіз бір жақта банный комплекс, бір жақта кафесі бар, бір жақта магазині бар, әртүрлі салада жүргендер, ми ашып андай көп адамдардың сұрағы осындай да, мендегі мысалы. Иә, бұл масштаб дейді ғой. Ми ашып қалмай ма, әлде фокусы кетіп қалмай ма, мына жағы өшіп қалмай ма деген сияқты қорқыныштар бар ғой. Менен сұрайды, мен өзім магазин кәсіпкері болдым, менің өзім собственный магазинім жоқ. Иә. Менің негізгі ең жұмысының барлығы ритейл бизнес академия болды. Академияны оқыту, сол жерде кәсіпкерлерге білім беру. Бұл менің негізгі жұмысым, табысым осы. Фокусым осы. Егер менде қазір данный переговоры жүріп жатыр, мысалға 3 компаниямен, олармен как партнер форматында жұмыс жасау. Бизнес, традиционный бизнес. Традиционный бизнеске мен уже партнер форматына кіремін, стратегический партнер. Маркетингіне, масштабына сондайлар жауап беремін, а ішкі кухнясына бұл кәсіпкерге жауап береді. Сол сияқты жұмыс жасауға кірісу. Бұл бөлек әңгіме. Мынау, который именно 3-4 бизнес ашып тастаған, мына жақта 2 бизнесте түскен ақша, мына 2 бизнеске салады да бір-біріне субсидировать ете береді. Дотация жасайды. Сөйтіп ақырында бір определенно түскен ақшаны сода мәз болады. Бұл үлкен хаосты, кішкентай хаосты, үлкен хаосқа жүйелеп көтеріп тастады да. Ол кәсіпкердің ең үлкен проблемасы дұрыс масштаб жасай алмау. Сол себепті мен былай кеңес беремін. Бірінші бір бизнесті жүйелеп, отшлифовать етіп, полностью ше. Соны жүйелеп, сен сол бизнестен кетіп қал, бір аптаға 10 күнге. Мысалы, сен ауырып қалған кезде, шетелге кеткен кезде, ана бизнесті қараш, продажа түсе ме, түспей ме. Сенсіз де олар решение қабылдай ма, қабылдамай ма. Сен соны түсінші. Егер соны кішкентай мейлі бір бутик болсын, бір магазин болсын, склад болсын, любой нәрсен, соны қарап көр. Егер жүйеленсе, күшті болса, значит жайлап екіншіден кір. Бірақ бөлек командамен кір. Мына команда тиіспе уже. Мына команда жұмыс істей берсін. Немесе екінші бизнеске кірген келмесе, былай жаса. Бір бизнесті ал да, екінші бизнеске масштабировать ет. Яғни екінші филиалын аш. Тура соны. Мысалы, там Алматыда бар ма, там Тараздан аш, там Астанадан аш, Шымкенттен аш деген сияқты екінші филиалын аш. Мықты болып барасың ба, давай осының бір франшизаға упаковка жасап, серіктестік аш. То есть ақша табудың жолы өте көп бизнесте. Вопрос, қаншалықты сен осы жүйеленген нәрсені үлкен масштабқа айналдыра аласың. Өте күшті. Біздер бүйтеміз, бір кішкентай ашамыз да, екіншіден әр нәрсенің басын түрте береміз. Мына жақтан 500 мың, мына миллион, мына 2 миллион аламыз да, ақырында көмілеміз ненің астына, бизнестің астына. Бұны мен бизнестің құлы деп айтайын. То есть былай айтқанда бизнестің құлы болып кетеді. Неге? Потому что бизнес когда шатается, оның ішкі хал жағдайы, оның көңіл күйі, состояниесін бәрі шатать етіп барады. Потому что бизнесте бір экономикалық кризис болып жатса, мына жақтан бір бизнесте біреу ұрлап жатса, мына жақтан біреу там дұрыс товар келмей жатса, ол не істейді? Ол кәсіпкердің ішкі көңіліне қатты әсер етеді ғой. И кәсіпкердің ішкі көңіліне әсер еткеннен кейін, ішінде кризис болғаннан кейін, ол отбасына әсер етеді. Ақырында отбасының, әжептәуір отбасын бытшын шығарып жіберуі мүмкін да, из-за того, что мына жақ дұрыс емес болғаннан кейін. То есть последствия өте бір-біріне цепочка қатты байлаулы да. Өте дұрыс. Осы жерде именно мен көп адамнан естимін, сізде ондай бар ма жоқ па білмеймін, но бірақ көбісі айтып жатады да, мысалы, біреудің магазині бар, өзі барса саудасы күшті болады, жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, сіз кетіп қал деп ше. Но бірақ көбісінің болі осындай, мысалы, өзі жүрсе сауда күшті болады. Но бірақ как только өзінің фокусы кетеді, ол сауда өшеді. Именно ол не үшін? Ол өмір бақи шынымен бір бизнесте бүйтіп қарап отыра бермеу керек қой, ол не істеу керек, чтобы өзі жоқ кезде де күшті болды. Мынандай нәрсе бар да, кейбір бизнестер бар, который махаббат ашылған да. Мысалы, махаббат ашылған. Қалай айтсам екен? Ол адамның өзінің көңілімен бір кішкентай бір өз бастаған ол бизнесті ше. Допустим, өз бастаған. Мен қазір сізге бір пример айтайын, клубника в шоколаде бойынша менде бір кейс бар Шымкент қаласында. Ол бизнесті өз бастаған.
Махаббат мастаған күшті, әдемі пісіреді, әдемі жасайды. Бірақ ол өзі бір 2 миллион, 3 миллиондық саудаға айналып келді, айына арғы апара алмады уже. Иә. Қасына бір-екі адам алды, ол адамдар баған деген дұрыс жасамайды, көңіліне шықпайды, сөйтіп жүрді. Ол маған сабаққа келді, мен уже көмектестім оған, масштабқа. Мен давай дедім, сенің командаңны жүйелеуге көмектесейін дедім. Баған деген жұмыс жасайтын шоколад істейтін қыздарды алдық, флорист қыздарды алдық, жүйеледік, менеджер қойдық. Барлығын жалап обучение үйретті. Өзі үйретті ма? Өзі үйретті, өзі мен бағыт бағдар беріп отырмын, мына чек-листпен, процесспен, несімен. Ол жалап енгізіп бастады. Сөйтіп бұл ең бір ғана функцияны алып қалды өзіне, закупты алып қалды. Закуп жасауды өзіне алып қалды, кәсіпкердің өзі. Қалған функцияны бәрін берді. Бөліп берді. И ойлаңыз, Шымкентте күннің ыстығында айына 20 миллион клубника в шоколаде сатады. И клубника в шоколаде 47% маржасы бар, таза. Иә, өте маржа. И ол өте көп ақшаны жасайды. Айына 8 миллион, 7 миллион теңге 21-22 жастағы қыз үйіне доход кіргізіп отырады сондай. Соған көмектескен нәрсе не деген кезде ол түсінді да, что өзінің масштабировать үшін оған команда керек. То есть бізде проблема махаббатпен жасалған нәрсені до конца өзі алып кетеді да, командаға бермейді ғой. Командаға деген сенім аз, үйреткісі келмейді. Үйрету үшін уақыт керек, 9 ай керек, 1 жыл керек. Бірақ сен қазір 9 ай, 1 жыл қиналсаң, алдағы 5 жыл, 10 жыл оның жемісін жейсің да, тұра тұрды. Қазір ол кісі 1 апта 10 күнге кете алады, бала жаққа сыртқа шығып кете алады. Мына жағын жұмысы жүре береді. Заказ алады. Өте керемет ақпарат болды осы. Сол себептен айтарым, ондай үлкен хаосты болмаса өзі кетсе продажа қылып қала беретін болса, оның ең үлкен проблемасы командасы қалыптаспаған. Командасы слабый ғой. Командасы слабый, командасы қалыптаспаған, немесе командасы сеніп тапсыра алмайды, немесе командасы обученный емес, немесе командасына өзі үйретпеген. Өте дұрыс. Маған да пайдалы болды негізі осы, именно осы ақпарат. Ал енді именно кәсіпте көбінесе ұрланып жатады ғой. Соларды сіздер қалай шешесіздер жалпы? Ондай оқиғалар көп, мысалы, кассадан ұрланады, әйтеуір минусқа кіріп кетеді деген сияқты көп қой. Енді жалпы магазинде ұрлығының мынандай статистика бар. Европада бір агентство статистика жүргізген осы магазиндерге қатысты. Жалпы ұрлығының магазиннің ішінде 88% бұл сол сотрудниктердің кесірінен дейді. Сотрудниктердің. То есть сол жерде жұмыс істейтін жұмысшылардың кесірінен. Ол кассир, грузчик, там курьер бар, кім бар, продавец бар, барлығына қатысты да. То есть есептей беріңіз 88%, то есть 10-нан 8 бөлігі почти не болып тұр ғой. Сол жерде істейтін мамандарға байланысты. Енді магазинде ұрланатын 2 ғана жер бар. Біреуі товар қабылдайтын жер, зона приемка дейді. Товар қабылдайтын приемка. Товарды кім қабылдайды, кім оны базаға отырғызады. Сол жерде бірінші ұрлығы, екінші ұрлығы ол касса. Екі ұрлығы болатын ең жер. Біздер товар қабылдайтын жерде операторға дұрыс товар қабылдау инструкциясын бермейміз. Онда инструкция жоқ. Ол өзінің білгенмен қабылдайды. Оның білгені ол деңгейі төмен адам. Ол сол үшін ол жерде оператор қызмет етіп отыр. Значит, бізге не істеу керек? Бізге оған инструкция беру керек. Қалай қабылдау керек, қалай отчет беру керек, қалай накладной жабу керек, қалай штамп басу керек, қалай базаға отырғызу керек, қалай санау керек, қайтып баны перерасчет жасау керек, соның бәрін есептен бұны үйрету керек бұны. Бірінші оператор товар қабылдайтын жер. Екінші бұл кассир. Кассирлерде ең көп проблема бағанағы удаленный товар дейді, отмененный товар деген нелер көп, мысалға товарды өтірік пробивать етеді да, и касса клиент кетіп қалған кезде ақшасын алып қоя салады өзіне. Немесе кешкісін. Осы кеше буквально бір 7 күн бұрын Қызылордада бір 5 магазині бар точканы ұстадық. 5 магазин бар, 4 магазин жақсы, 1 магазин товар ұрланады. Қалай? Енді мен ол магазиннің несін көрген жоқпын. Примерно түсіндім, что ұрланып жатқан сияқты болды, сезім келді, ондай болды. Мен айттым, цифрын ашы деймін. Цифрын ашады. Көрсетеді. Сол жерде прямо ондай умак деген несі бар, программасы. Программасын ашты, қараған. Мына жерде ұрлық болып жатыр деймін. Мен 10-нан 45 кеткенде ұрлығы болған сияқты көрші деймін онан. Ашып қараса, кассир сол күні товар, сол 10.45 деген ақшасын бітіп носкинің ішіне салып жібереді. Мен айтамын, қандай күшті деймін сен сабаққа келген деймін да. Енді ана көңілге онша емес кәсіпкердің, бірақ мен айтамын, зато сен шындықты алдың деймін да, бизнес жайлы. Сіз қайдан бердіңіз оны 10-нан 45 кеткенде? Жоқ, бұл өзінің программасы көрсетті маған. Цифр мынандай отыр деп цифрын көрсетті. Мен енді айттым, цифрға қатысты ақпарат болғаннан кейін мен қарадым, мына жерде бір ұрлық бар сияқты дедім. Бірақ ешкімді күмәндандырмын демейді, но тексеріп көру керек. Давай, камера бар ма, камераны көрші деймін. Камераны 10-нан 45 кеткенде запись тұр өзі. Чек ұрылған. Чек ұрылған, чек потом удалить етілген да. Базаға түсіп қалған фиксация болып. И мен сол көре салшы деймін да. Көреді, сол күні сол ұрланған да. И бұл барата артқы 3 күн, 4 күн көреді. 3 күн, 4 күн ұрланған. Ол неше күннен бері ұрланып кеткен бір Құдай біледі. Қанша айдан бері. Сол сияқты екі жер бар деп тұрмын сол, біреу приемка қабылдайтын жер,
екінші касса. Кассадағы ең бір жақсы меңгеру керек нәрсе бұл учетный система, яғни программа бар, автоматизацияның программасын кәсіпкер немесе кәсіпкердің администраторы болуы мүмкін. Бір сенімді адамы не болу керек та, бір меңгеру керек та программаны. Полностью меңгеру керек. Біздер быландай ғой, біздер учетный системаны тек қана товарды сканерлеу үшін ғана қолданамыз ғой. Иә. Ол емес та негізі. Ол жерде ұрлық сонымен контроль жасауға болады, бағанда мен айтқандай. Товардың остаткасын, қанша пайда қалып жатыр, қанша клиент келіп жатыр, средний чек қанша. Өте маңызды средний чек. Мысалы бизнесте. Одан кейін қанша выручка ұрылып жатыр. Немесе анау өткенде мен бір кассирлердікі не істедік, ұсталды. Тоже мен бір кейсімді. Бонус берген, күндік планды орындасыңдар, не береміз деп. Бонус береміз. Иә. И бағана средний чекті қолмен искусственно өздері көтерген да, товарлар. То есть махинациялар көп та. Сол сияқты учетный программаны дұрыс меңгерсек, тез түсінеміз. Қай жерде қандай ұрлық бар. Умақты далдық кетеді адамдар. Адамдан айла асылмайды деген сондай екен ғой. Ол қандай программа болсын, әртүрлі нәрседен адамдарға не істейді, ұрлық жасайды. Бірақ қазір неше түрлі программалар бар. Сонда ұрлығын контроль жасауға мүмкіндік бар да. Бірақ ол кассирлердің өздері оны ұрлап жатқан білмейді. То есть программа алып табылады да оны өздері. То есть қазіргі технологияның дамыған кезі, сол себептен біздер автоматизация, онда учетный системаға сәл бір не қараймыз, алшақтау қараймыз ғой. Желательно бізге керек емес деп ше. Ну, керек. Ол еще как керек. Енді бизнесінде өскен қаласаң, жаңа деңгейге шыққан қаласаң, сен енді как еді? Сен табыс, былай айтқанда, ишак болып жұмыс істеп жатсың да. Сен табысын мектен келіп кассир ұрлап жатса қалай болады? Ең үлкен обидный нәрсе сол ғой. Сол себептен сондай нәрсені допускать етпеу үшін мен айтамын, давайте лучше автоматизация жасайық. Мейлі кетсін 500 мың теңге, 600 мың теңге ақшаң кетсін, бизнесіңді жүйеле, ретке, цифрмен басқар. И сен так, чтобы Алматыға кетсең де, Дубайға кетсең де, бизнесіңді удаленно бақылай алатын дәрежеге жету керек деймін да. Иә, өте дұрыс. Сол кезде сен бизнес жүйеленген. Егер сен бизнесіңді кассадан шалмай жатсаң, магазин ішінен шалмай жатсаң, той жиынға бара алмасаң, достарымен кездесе алмай жатсаң, значит сен бизнестің құлысына уже бизнес жүйеленбеген да. Вот это осы үлкен проблема бар да. Осы сөз, ол сіздің нақты, мен айтамын, адамдарға да айта беремін, бұл сіздің как бизнесіңіздің ситуацияңызды анықтап береді да. Иә. Қандай деңгейде. Ондай адамдар көп, ол кассасын тастап кете алмайтындар. Именно продуктовыйда. Иә. Продуктовыйда көп, жалпы базардағы оптовиктердің арасында өте көп мысалға. Сол нәрселерді жүйелейтін болсақ, бізде көп өзгеріс болады, сенімдімін. Жалпы енді мынандай сұрақ бар да, менде қазір көбінесе бизнес ашқысы келеді, бірдеңемен заниматься еткісі келетін адамдар көп. Сіз енді 900 магазиннің лентасын қидым деп тұрсыз ғой. Жалпы қазір қандай совет бересіз адамдарға? Немен айналысқан дұрыс? Қандай бизнес түрін ашқан дұрыс? Қазір қандай аналитика бойынша сіз енді көріп жүрсіз ғой, қаншама бизнесті? Қай жерде прибыль больше болады? Енді бірінші айтатын болсақ, бұл тамақ бизнесі. Әрине бұл, потому что біз бірінші киім кимесек те біз асқазанымыз ойлайды адамыз. Адам ол сондай. Бірінші асқазанның жағдайын ойлайды. Сол себептен тамақ бізге важно. Тамақ бизнесі ол локацияға өте қатты маңызды. Ашатын болсаңыздар деп айтамын. Ал басқа нишалардың болса киім бизнесіне мен қатты көп кеңес бермеймін қазір. Неге? Себебі киім бизнесінде кеше мен Алматыда статистика жүргіздім осы 2 ай бұрын. Алматы қаласында 6500 продукт магазин бар. Ал киім бизнесі бойынша 5000 магазин бар. 5200 осындай. Ойлаңызшы, киімді, ал бұл енді үйде отырған инсташоп, дропшоппингпен айналысатындар бар. Бұлар официально тіркелмегендер. Мен қазір 5200 бұл официально тіркелген база магазины барлар, офлайндар. Енді қанша онлайн магазиндар бар. То есть оларды қоссақ, значит, примерно сол продуктовға келді. Енді бізде үкіметтің беретін мындай статистикасы бар, что адам әрбір қазақстандық орташа есеппен айлығының 40%-ын тамаққа жұмсайды, 13%-ын киім-кешекке жұмсайды дейді. Орташа есеппен. Кейде болады, что біз бір айда көп киініп қоямыз, бірақ екінші, үшінші айда киінбейміз. Сондай, соны орташа шашқан кезде, айлықпен шашқан кезде 13% киім кетеді, 40% тамақ кетеді. То есть тамақтың магазин саны 6500-да, киімге почти сондай болып тұрды, 6500 болып тұр қазір, үйдегілердің бәрін қоссақ. Бірақ киімге тұтынушылардың потребності аз да, ал бірақ ұсынушылардың саны көп та. Көрдіңіз ба? Бұл не? Бұл бағана айтқан кусок пирога бар ма? Сол кусок пироганың саны кішкентайға тиіп жатыр да, уже барған сайын. Енді бұл жерде не істеу керек? Сен тек қана адамдардың көп назарын өзіңе аударту керексің да. Вниманием көп аудартқан сайын көп не аласың. А мен айтамын, лучше қазір киімге кірейін деп жатсаң, кірмей қой деймін.
Кеше мысалға пример айтайын, бір әйел кісі келді айтады, детский киім. Менде магазинімде 45 миллионға детский киім тұр дейді. Айына 7 миллион, 5 миллионға сауда жасаймын дейді. Енді есептеңіз, 45 миллион тауарды 5 миллионға бөлсек, ол 8-9 айлық запасы бар киімнің. Ол 5 миллионға сатса, 9 айда бітіреді сатып. Енді екінші бизнес бар. Мен клубника шоколад деп бағана айтқан мысал ретінде. Айына 17-20 миллион продажа жасайды, 47% маржасы бар. Риск өте аз. 45 миллион товар вперед салмайды. Салса әркез 2-3 миллион салады. Коробкасына, несіне, оборудованиесіне. Мәселе қандай? Ниша таңдауда мен бизнеске бизнес ретінде қараймын, эмоциямен қарамаймын да. То есть мен бұл бизнесті сата аламын ба, сататын болсам қандай жолдар? Жақсы көру деген сізге қатысты емес па мысалы? Жақсы көрген нәрсеңді сат деп жатады. Иә, жоқ, ол дұрыс, ол болды бар. Ол енді андай ғой. Мысалы қолымнан тоқыма келе ма, соны жасап сат деймін да. Мәселе бұл жерде қазір мен тоқыма өндірмес, мен қазір сату жағына келейін деп жатырмын да. То есть бизнес таңдап жатқан кезде сату жағына мән беру керек та. Сен клубника шоколад таңда, киім таңда, косметик таңда, азық-түлік таңда, сен егер түбінде оны сата алмайтын болсаң, сен ниша таңдағанда бесполезно. То есть мен ниша таңдауға емес, больше всего сату қабілетіне мән бер деп айтамын да. Өте дұрыс. Егер қазір көп кәсіпкерлер бар да, мысалға 5 миллион, 10 миллион күйеулерін ақша алып жатады әйел кісілер. Иә. Сөйтіп барады да бір бизнесті басып, эмоциямен алып келеді да, отырады соны бүйтіп қадалып. Ондайлар өте көп. Өте көп. Сөйтіп ол не істейді, күйеуінің алдына ақталады. Оны жанына шейді. Ол кәдімгі әлеуметтік бір проблемаға айналып бара жатыр да бизнестің әлемінде. Енді мен айтамын да, лучше саған бір жерге кіріп жұмысқа сатушы болып жұмыс істеу керек деймін да. Бір 6 ай жұмыс жасап көр. Попробуй сатып көр. Киім сатып көр, косметик сатып көр, азық-түлік сатып көр, клубниканы сатып көр любой нәрсені. Даже без риска біреудің затын алды, Инстаграммен сатып көр. Істей аласың, істей алмайсың ба? Істей алмайтын болсаң, лучше айлыққа кір. То есть кез келген адам, либо онда сатудың қабілетін шыңда. Не істейді бар? Курс оқисың, тестировать ет өзіңді. Ертең сен сол бизнеске салған ақшаңды тез ақтап болу үшін саған ең бірінші керек нәрсе сату қабілеті. Иә. Сол себепті маған мысалға айтамын да, маған без разницы, мен әйелдердің киім болсын, еркектердің киім болсын, мен сатудан ұялмаймын да. Кітап болсын, басқа зат болсын, мен сата беремін. Иә. Сол себептен бұл нәрсеге мен эмоциямен қарамайын деп жатқан нәрсем сол да. Мен бизнеске қараймын, маған маржасы ұнаса, пайдасы көбірек қалатын болса, и ол нарықты маркетинг түсінсем, мен сол нарыққа, сол бағытқа кіріп кете беремін деп тұрмын. Жалпы негізі екеуміздің әңгімеміз бүгін өте пайдалы болып жатыр деген ойдамын. Ашатындарға, бизнесі барларға негізі рахмет, көп информациядан бөлісіп жатсыз ғой. Именно осы жерде тағы да мынандай сұрағым келіп тұр. Бизнесі бар, жаңа дұрыс айттыңыз ғой, сіз күйеулерінен 5-6 миллион ақшаны алады да, бір нәрсені ашады деп жатсыз. Именно сондайларға қазір, ладно, ашатындар бар ғой, бәрібір ашылады ол бәрі кәсіп, тамақ болсын, киім болсын, сіз қаншама айтқанмен ашылатындар көп. Солар мысалы, соларға қандай совет береміз? Мынандай тұрғыда мысалы, олар біреудің услугасын алу керек па, бизнесті ашайын деп жатқанда, бір нишасын таңдайын деп жатыр, именно есептеп ашу керек па, тұратын тұрғылықты жерін қандай анализ жасау керек, именно бірдеңе ашайын деп жатыр олар? Оффлайн точка ашайын деп жатыр мысалы деген сияқты. Мен былай айтамын да, мысалға 5 миллион, 10 миллион теңге ақша салайын деп жатсын. Соның бір бұрышы ол 100 мың теңге мен 300 мың теңге. Нарықтағы консультацияның құны 100 мың мен 300 мың теңге. То есть сіз сенетін, сіз мойындайтын сол саладағы мықты маманнан барып, бір-екі сағат шай ішіп отырып ақыл кеңесін алуды. Именно ол қандай маман болуы мүмкін? Или ол сол кәсіпте жүрген адам болу керек па, әлде бір бизнес наставник па, сіз сияқты? Ол наставник, желательно наставник болған жақсы. Наставничество ол қызмет көрсететін адам болған жақсы. Именно бизнестен хабары бар. Бизнестен хабары бар. Оның артында бір конкретный результаты болған, оның артында бір определенный клиентская базасы бар. Мейлі ол қымбат адам болуы мүмкін, арзан адам болуы мүмкін. Мен осы нәрсеге былай айтамын да, пример қазір айтайыншы, сізге бір қыз келеді да, жүкті әйел келеді да, 87 миллион теңге ақша салады бизнеске. Сөйтіп мен ол кісіге айтамын, сабаққа кел, мен саған көп не істеймін, сол бизнеске салған ақшаңды, ол бір бизнес ашады, жабады, күйеуінен тағы ақша шығарады, көп ақша шығарады. Сөйтіп 87 миллионды ақша салайын деп тұр да. Сол ақшаны салмас бұрын мен айтам, сабаққа келесінші, сабақтың құны 1-2 миллион теңге ғой, ананың қасында еді, копейка ғой. Жоқ дейді, егер келе алмасаң, онда давай екеуміз бір сағат шай ішіп, мен саған разборды түсіндіріп берейін деймін. Консультацияда 100 мың теңге тұрады. Сөйтіп келмейді ғой. Сөйтіп ашады, соның бір бұрышы 27 миллион ба, 29 миллион ба ақшасы жоғалады, қайтпайды. Сол кезде ол кісі келеді да, ең қымбат сабағын сатып алды мен. Иә, сонда өзінен аяп қалды ғой жаңағы. Иә, мен сол нәрсені жеткізгім келеді да,
мейлі бұл мен болу шарт емес қой, енді әркімнің өзінің бір көретін эксперті бар, наставнигі бар, сол адамнан барып просто барып ақыл кеңесін алған дұрыс та. осындай ашайын деп жатырмын, Ашайын деп жатырмын, көзқарасыңыз, идеяңыз айтыңыз, мен нені дұрыс жасап жатырмын, дұрыс жасамай жатырмын ба, қай жерде қандай риск бар маған, қалай мен там қаржылық сауаттылығымды күшейте аламын, ашқан кезде запускке қалай уақыт бөлейін, қалай маркетинг жасайын, қаншалықты адамдарды жинайын бұл жерде, керек па керек емес пе, соның барлығын бір ұштасып әңгімелесіп кеңес алып, содан кейін бір ашқан абзал дейді. Өте дұрыс. Енді қазір білесіз ғой, енді нарық толып жатыр. Қазір біз енді тауарды сатып жатырмыз ғой, қаншама тауар сатып жатырмыз. Мысалы, именно мынандай бизнеске қалай қарайсыз? Қазір қалай дамыту керек? Именно жөргектер шығып жатыр ғой, қазір подгузники дейді ғой. Не деген көп байқасаңыз білесіз ба? Соған мысалы өзіңіздің эксперттілігіңіз бойынша көзқарасыңыз қалай дамыту керек соны мысалы? Жалпы қазір нарықта бізде Қазақстанда уже 32-33-тен асып кетті шамасы. Қазір енді мен уже ашылғандар бар шығар, тағы 3-4-еу. Мен соңғы бір 7-8 ай бұрын қараған кезде 32-33. Одан бері көбейіп қалдық. Көбейіп қалды ма? Қазір енді уже плюс-минус 40-қа келіп қалды. Осында именно брендтер деп айтайық, собственный брендтер шықты. Мәселе мынадайда, сол 40 бренд шықса, 40 брендтің ішінде нарықтың 80%-ын ұстайтын ол 7-8 бренд болды. Бұл яғни заңдылық, ол Пареттоның 80-20 деген принципі заңдылық, ол всегда жұмыс жасайды. Барлық нелер сата алмайды, өзін ойлағанда объемға масштабқа. Мен қазір атамай қойын қандай нақты брендтер екен, бірақ нарықтағы өзінің орны бар брендтер бар, который олар маркетингге жақсы салып жатыр. Именно маркетинг онлайнға салып жатыр ғой. Жалпы онлайнға и конечный потребительдің конечный потребительге, яғни соңғы клиенттің алатын несіне дейін маркетингге салып жатыр. Тек қана дистрибьюторларға емес. Бізде Қазақстанда негізі дистрибьюторский бизнес жақсы дамыған негізінде, бірақ бұны көбісі онлайнмен кіріп жатыр да. Ол да дұрыс, онлайнмен кіру. Серіктес форматында региондарын ашып жатыр. Мен мысалға әрбір нелерден қалалардан дистрибьюторлар бар, сол дистрибьюторлармен келісіп жүргізу арқылы соған маркетинг салып, солармен басқа магазиндердің бәріне кіру. Онлайнда жүргізу керек, ол сөзсіз. Ол өте қосымша болатын рекламный поддержка. Бірақ сол 40 брендтің ішінен бір жақсы выживать ететін бір 7-8 бренд болады. Сол 7-8 бренд, который будет нарықтағы ең басым көпшілік 70-80% доляны ұстайды. Олар неге? Потому что оларға көп ақша бөледі маркетингке. Мысалға, даже мен сізге айтайын, қазір Магнумның ішіне кірсеңіз, Магнумның ішіндегі 40%, 35% долясын, полкідегі долясын Памперс пен Хаггис компания сатып алып тұрады. Сатып ала ма? Сатып алады, қызмет көрсететін услугасы Магнум компаниясының. И как положено, оған бонус төлейді, ақшалай төлейді. Оған төленген ақша өте көп ақша, миллиондаған ақша. Ойлаңыз, Қазақстанның өзінде қазір 220-230 Магнум бар, әр Магнумға қанша тауар келіп жатыр. Ал егер қазір мысалы даже Магнумдар болмайтын болса, бұл брендтер қазір нарықтан шығып кетеді. Неге? Потому что оның орнына өте көптеген Якасан деген басалды, Томико, Мамазнайт, көптеген брендтер келді. Ол брендтер несеп нарықта онлайнмен кіріп кетті. Онлайн кіріп кеткеннен кейін олар басқа нелердің несін нарықтардың долясын алып алды. Сол сияқты маркетингге көбірек кім көп ақша салады, сол ұтады. Бірақ оны да маркетингге көзді жұмып салу емес, ол тиімді салу. Тиімді, эффективно каналдарды дұрыс таңдау керек маркетингтегі. Сол арқылы обратно отдачасы дұрыс болу керек. Қазір байқасаңыз көбінесе блогерлердің өзі тауар бизнесіне кетіп жатыр, байқап жатсыз ба? Негізі тауар сатып жатыр. Жалпы осы брендпен тауар шығару дегенге қалай қарайсыз сіз негізі? Бренд жасау деген сияқты. Не, жақсы қараймын, бұл как это бізде қосымша атаулар өзгеріп жатыр, бірақ производство жағы дамып жатқан жоқ қой. Бізде, то есть алдыңғы жағы дамып жатыр да, артқы жағы дамымай жатыр. Бізде өзі Совет үкіметінен бастап производствоны дамыту деген бізге ең бір қиын проблемалар әлі келе жатырмыз. Ол біздің алдыңғы президентіміз, қазіргі президентіміз көп айтып келе жатыр. Сол себептен бізде бұл сала дамып келе жатыр, бірақ тұрақтылық ұзақ емес. Ашылады, жабылып қалады. Ашылады, жабылады, собственно бренд шығарады. Бұл жерде мынандай ғой, собственно бренд шығарғаннан кейін бізде мойындау керекпіз, бізде Қазақстанда тұрақты бизнесті айналысатын тұрақты кәсіпкерлер аз. Асып жүре береді. Тез перефокусировка дейді ғой. Мына бизнес ашады да, болмайды саған себеп кете салам. И мына сен брендтің жайында қалады, мына жерге жасаған дизайның, идеяң бәрі қала береді. Бұл идея до конца түсіп бармайды. Бұл өнімнің сапасына былай айтқанда сөз жоқ, күшті. Бірақ сол өнімді әрі қарап нарыққа шығарып, упаковать етіп, түбіне жеткізіп,
до конца бармады да. Мына бір бизнестің тренд шықты, сол тренд өтіп кетті. Бұл да бір қазір тренд болып жатыр да. То есть осындай логотиптермен собственный брендтерін шығару. Ол да қалады, иә. Бұл да қалады. Бұның ішінде мысалы айтайық, бір жылда бір 100 бренд шығатын болса, соның ішінде 20-сы қалады ғой. Иә, өте дұрыс айтасыз. Қалғандардың бәрі бұл шайылады кетеді. Орнына жаңа бір брендтер келеді. Олар сондай кезең-кезегімен ауысып отырады. Сол себептен кім маркетинг жасайды, кім тұрақты команда қалыптастырады, кім өзін бір масштабқа дайын алып келеді жүйелі түрде, солар ұтады. Солар ұзаққа шабады. Ұзақ долгосрочный проект ретінде көреді да. Сәкен мырза, жалпы негізі өзіңіздің жеке өміріңіз туралы айтыңызшы. Енді кәсіпті бағаналы бері айтып жатырмыз ғой. Жалпы өзіңіз жұбайыңыз бар ма? Қанша бала шағаңыз бар? Именно осы Инстаграм саласында материальный жетістіктеріңіз туралы айтып отырыңыз, отбасыңыз туралы айтып отырыңыз өзіңіздің. Жалпы маған қызық өзім сіздің артыңызда қандай жұбайыңыз тұрғаны. Точнее, мен өзімді айтайын. Мен өзім әлеуметтік желіді бастаған кезде көп анау үйдің көрсету, бала шағаны көрсету деген бір көрсетпейсіз ба мүлдем? Жоқ, қазір көрсетемін. Сол бір осыдан бір 3-4 жыл алдын жалпы блог жүргізгелі деп айтайын. Блог жүргізгелі 4 жыл болды ма? 4 жылдың ішінде маған өте қиын болатын. Аллергиямен күресіп келе жатырмын да. Бірақ қазір жеңіл андай ғой. Бастағы шектеу болуы мүмкін, бір іштегі бір комплекс болуы мүмкін, әртүрлі сезімдер. Бірақ қазір вопрос жеңіл, қатты емес. Құдай қосқан жарым бар. Бағанда есеппен емес, сүйіп қосылған дейді ғой. Сол сияқты қатты жақсы көретін өзімнің келіншегім бар. Құдай берген 4 балам бар. 4 балаңыз бар екен ғой. Ұл ма, қыз ба? 3-еуі ұл, 1 қызым бар. Өзімнің қатты бір қалаған нелерінің бәрі Құдайдың бергенмен орындалған. Негізі отбасыға қатысты, отбасыда бір жақсы әке сияқты көрінем, бірақ мықты емеспін, ол жақтан өте слабымын. Тәрбие жағынан балаларым көп бөлуге стараться етемін. Негізі өзім көп айтамын үйде де. Мен негізі бизнестің ақша табушы, сонда кризистен шығушы адаммын деймін да. Сол себептен мен жазық далада жүретін адамдар болады, сондай адаммын деймін да. Өз үйде отыра алмаймын көп. Үйде көп отыра алмаймын. Сол себептен отбасы жағдайында әлі бір үлкен миссияларының бірі отбасыға көп көңіл бөлу. Бірақ ең бір жақсы нәрсе өзімнің бойымдағы отбасым үшін любой нәрсені қалтамдағы соңғы тиынына дейін алып беруге дайын тұрамын. Андай қалай айтсам болады екен. Отбасы мен үшін бір жоғары деңгейдегі нәрселердің бірі да. Орысша айтқанда рабочий вопрос нужно решать в первую очередь, семейный вопрос нужно решать немедленно дейді. То есть приоритет ол вообще нулевой да. Сол себептен ол бірінші орында емес, ол нулевой раздел тұрады. Отбасыма қатысты, отбасымен өте көп саяхат жасаймын. Отбасысыз шы? Өзім шыға беремін. Келіншегіңіз қызғанып қалмай ма? Қызғанбайды. Кәсіпкерлермен көп шығамын. Бірақ соңғы осы 2 жылдың ішінде 2023 жылы 12 елге саяхат жасадым. Сол 12 елге саяхаттың ішінде 8 елге келіншегіммен бірге барыппын. 4-еуіне өзім барғанмын. Сол себептен ол кісіге де рекорд болған. Бір жылда 8 елге саяхат жасау деген ол да бір не. Бірақ өзімнің нелерім бар, пландарым, жоспарларым бар. Сол жоспарларым қарап, мына уақытта мен отбасыммен барамын, мына уақытта достарыммен барамын, мына уақытта кәсіпкерлермен, мына уақытта тек қана келіншегім барамын деген. Мысалы кеше Европаға барып келдім, Европаға, Италияға барып, мысалы Венецияға барып, сол жерде именно бір келіншегімнің арманы жалғыз өзіміз екеуміз барып қайту. Қандай күшті. Иә, сондай сияқты өзім әке шешем өкіметтің жұмысын істеген кісілер. Ата-анаңыз негізі қазір Жетісайда ма? Ата-анам Жетісайдікі, Жетісайдан, әлі де Жетісайда тұрады. Қазір соны бір көшіру жұмысымен айналысып отырмыз. Үйде қанша баласыздар өздеріңіз? Мен өзіміз 2 ұл, 2 қызбыз. Отбасымда мен ортаңғысымын. Үлкен ағам бар, әпкем бар, қарындасым бар. Олардың ортасымен Жетісай қаласында Бауыржан Момышұлы мектебінде гимназияда оқығанмын. Сол жерде алтын белгі, қызыл диплом ештеңе бітірмегем, көкке бітіргем. Қатты бір озат оқушылардың бірі болмағам. Бірақ қарапайым отбасынан шыққансыз ба? Жағдайларыңыз жақсы болған ба? Жоқ, қарапайым отбасынан шыққанбыз. Қатты бір асыра сілтеп айтатын байдың деп айта алмаймын. Бірақ әкем өте бір жақсы бизнестерді басқарған кезінде, жақсы жұмыстар жасаған, жақсы бір зәулім үйлердің бірінде тұрғанбыз. Сондай бір нелер болған. Кейіннен бастап бір кризисный моменттер болды. Әкем өте үлкен бір банкротқа шығарып, сондай бір сәттерде болған. И жалпы благосостояние қатты бір немес. Төмен отбасынан шықтым деп айта алмаймын. Базарда ташки етермін деп айта алмаймын, ондай нәрсе болған жоқ. Аллаға шүкір, Құдайдың берген ата-анамның арқасында жақсы бір білімді алдым.
өте бір жақсы сапалы білімдерді алдым деп айтайын. Потому что менің ең бір білімнің сапалы білім алуыма әсер еткен бұл бірінші мен әкем. Әкем көп инвестир еткен мен білім үшін. Қандай керемет кісі. Сол үшін менің Америкада оқуыма, Америкада баруыма, жоғары оқу орнына түсуіме, сапалы білім алуыма, ағылшын тілін бойынша 2000 жыл, 99 жылдары компьютер ол кезде қол жетпес инструменттердің бірі еді ғой, технология. Сол кезде ауылдан барып Шымкентте Эвриканың ең алғашқы магазиннен барып не алып берген, компьютер алып берген. Ол кезде сәл есім жоқ, бір 120 мың теңге ма, 130 мың теңге ма, сондай сумма алып берген. Ол кезде ол нормально ақша еді. Сол кезде менің былай айтқанда менің кәдімгідей нем бақыттан басым айналып, ауылда бір 4-5 адамда бар компьютер, мысалға да. Біреу информатикада берген ағайда бар, екеуі олигархтың балдарында бар, біреу там орташа отбасының үйінде бар деген сияқты. Сол сияқты бір менің бір нелерімде қатты инвестор менің әкем бар. Сол әкемнің несі өте көп та менің дамуымда. Сол себептен қазір мен сол бір принципті ұстанып, өзімнің балаларымның ортасына и біліміне көп инвестир етемін. Айтам, то есть тамақ, киім кимесең де білім сапалы болу керек. То есть окружениең сен ортаң маңызды болу керек. То есть кіммен араласасың, кіммен сөйлесесің, класстастарың, қасында адамдар қандай болады, олардың барлығына баланың ментально өсуіне қатты әсер етеді. Сол бала өссе, ертең бұл жақсы деңгейде дамуына, өзін бір толықты реализовать етуіне әсер етеді. Сол себептен қазір балалардың оқуына өте жақсы көп инвестир етемін деп айтамын. Өте жақсы, керемет. Ал енді жаңа именно сабағыңызға оралайықшы. Қазір сіз бір енді ортама қалай клиенттеріңізбен бірге бір жақта жүресіз ғой. Кеңсайға барып, Көлсайға барып жатасыздар, иә, мысалы. Ол қандай оқу сонда, сол түсінбедім. Бұл менде мынандай нәрсе бар да. Шетелге де барып келдіңіздер, иә, по-моему, солармен. Бизнес-турлар. Жалпы мына мастер-класс, тренингтерден бөлек 3 күндік, 3 айлық, 5 айлық сабақтар бар, иә. Кәдімгі офлайн Алматыға келіп өзіміздің немізді оқиды, офлайн курстарымыз, немесе онлайн курстарымыз. Кейде кәсіпкер адам оқи берген кезде шаршайды. Иә. Жалпы мен бизнестің нишаларынан кейін ең көп зерттеген нәрсе бұл кәсіпкерлерді көп зерттедім да. Кәсіпкерлердің психологиялық, эмоциялық деңгейлерін көп зерттеймін. И сол кезде мен қарадым, что кәсіпкерлер сап оқиды, ақырында күйіп кетеді. Выгорание дейді ғой. Күйіп кетеді да, бизнестің бәрін тастап кетеді. Мен сол кезде түсіндім, что кәсіпкерлерге жетіспейтін нәрсе бұл демалыс. Демалыс және орта деп ойлаймын. Орта. Сол орта құруға демалу, оны былай айтқанда оның фокусын бір 2-3 күнге басқа жаққа бұруға. Себебі анау миы тоқтамай ақшаны ойлай берген кезде ол көп стрессовать ете береді. Өте көп стрессовать ете береді. И сол стрессовать еткен кезде оның былай айтқанда денсаулығы нашарлайды. Сөйтіп ол шешім қабылдау азаяды, қорқыныш көбейеді. В общем, бәрі нашарлай бастайды. Мен сол кезде былай айтқанда орысша айтқанда реабилитация дейді ғой. Сонда реабилитация жасау мақсатында кәсіпкерлерге лагерь ұйымдастырамын. Жылына мысалы 4 рет лагерь жасаймын. Қыстың күні январда балалық шаққа саяхат деп аталатын лагерь болады. Ол Көкшетауға жасалады. Көкшетауда далада 38-40 градус аяз. Сол аязға балалық шаққа саяхат деп аталатын өзім лагерім бар, программа 3 күндік. Сол жақ жасаймыз. Одан кейін бар мамыр айында Трабзон деген жер бар. Түркияның солтүстігінде, Түркияның Швейцариясы деп аталатын жер бар. Табиғаты өте керемет. Сол жерге жасаймын. Мысалы, таулы аймақ, ол более экстремальный жасалатын лагерь. Ол жерге тек қана 18+ кәсіпкерлер ғана барады. И еще ол менің бір бизнестегі кейстерім, шәкірттерім болу керек. То есть сырттан адам алып бармаймын. Одан кейін Көлсай лагері бар. Көлсай лагері бұл қазақша стильде, қазақша нақышта, киіз үйге барып қонып, сол жерде қазақтың атмосферасын, бір несін сезініп, сол жақта бір күн, 2 күн связьсіз, телефонсыз, бір нетворкинг жасап, кәсіпкерлермен орта құрып, солармен ой алмасып жасау. Мысалы, ертең біз как раз осы жоспарлап отырмыз мысалға да. Одан кейін бар 4-ші жасалатын лагерь, бұл Ланкави деген жер, Малайзияда арал бар. Сол аралда жасалады. Өзіңмен жақын танысу деп аталады. Ол ретрит форматында болатын лагерь. Ол да сол кәсіпкерлерге арналған, бір 15-20 кәсіпкерді алып барып, кәсіпкерлермен бірге сол жерде бір 4-5 күн демалып қайтамыз. Өте пайдалы ғой негізі, шынымен өте дұрыс айттыңыз, шынымен выгорание болып кетеді. Мысалы, базардағылар тек өздерімен ғана араласады ғой, ол кісілер енді соседтерімен ғана ше. Мен айтамын да, жасап жатқан бизнесіңде бір ләззат ала алмасаң, ол бизнесте не қайран.
ләззат деп тұрғаным бұл өзіңе бір 5-6 күн демалыс жарияламасаң, 365 күн бар бір жылда. Соның бір 5 күніне демалыс жарияламасаң, соңғы кездері мен сөйтіп жұмыс істеп кеттім же. онда қандай кәсіпкерсің деймін да. Скорее всего, бұл выгорание ұшы да. Сол себептен лучше мен айтамын, график қойып тұрмын. Мысалы мен өзім андай не үшін шетелге шығамын? Ол да бір мен үшін бір демалыс. Кәсіпкерлерді ертіп барғаннан бұрын өзім де демаламын, өзім солармен көремін, ел көремін, жер көремін деген сияқты. Сол сияқты кәсіпкерлерге бұл өте маңызды нәрсе. Мейлі шетелге шықпай қойсын, Қазақстан ішіне шықсыншы. Өте дұрыс, өте дұрыс. Мен бәріне шетелге шығу ойбайсың шарт деп тұрған жоқпын. Жоқ, Қазақстан іші. Біздің мынау өзім Алматы облысына Көлсайға бару, мен барып көрмеппін әлі. Мысалға да көп кәсіпкер Көлсай, мен Көлсайды көрмегенсің ба? Көлсайды көрмегенсің ба деп ше. Отырмыз ғой бір адам. Сол сияқты ол мына жерден өзі 250 километр жерден барып жақсы бір киіз үйде қонып қымыз ішіп сол жерде қуырдақ жеп, сол жақтың бауырсағын қазақша стильде мысалы керемет та. Табиғатта таңертең тұрған кезде қандай күшті бір жақсы демалып, мысалы таңертең тұрған кезде единственный сонда сенде бір таң болады, что сен магазиннің барып есігін ашпайсың, сықаттың барып ше. Сондай бір нені жасау. Мен негізі мақсатым, жалпы мына бизнестегі қазіргі инфобизнес нарығында мақсатым операционный жұмыс дейді ғой. Кәсіпкерлерді операционный жұмыстан шығарып, бизнестерін жүйелеуге көмектесіп, олардың паспорт жоқтарына паспорт алып беріп жатырмын қазір. Паспорт, мысалға мен өзім бір 3 жыл болды ғой, бизнес тур жасап жүргеніме. Бір 230 ба, 240 ба адамдар шығардым шетелге ше. Соның ішінде бір 20-30% кәсіпкерлеріне паспорт болған жоқ. Загранпаспорт. Кәдімгі загранпаспорт жоқ. Загранпаспорт алып бердік. Срочный бір күндік, 2 күндікпен. Сол себептен кәсіпкерлерге тек қана оның бизнестерін емес, оның шетелге шығуына да переживать етіп, олардың дамуына, әлем бағана айттым ғой, Алматы мен Қазақстан шектелмейтінін көрсету, чтобы оның миы максимально пространствосы үлкен масштабны ойлана алу. Мышление деген көп әсер етеді адамға. Мен айтамын да, сен саяхатқа шыққаннан кейін, саяхатқа оралғаннан кейін сен баяғы адам болып оралмайсың. Жаңа адам болып ораласың. Жаңа энергиямен, жаңа идеямен. Сол идеяны енді 3 ай бойы жұмысыңа жұмса. Ал жұмысың жұмса, табыстап, бағандағы қарыздарыңды құтыл, бизнесінде масштабқа шығар, отбасыңмен бір шетелге шығып қайт, қыдыртып қайт, көңіл бөл. Ал көп кәсіпкер соны расход деп санайды ғой, негізі. Мысалы, ой, қойшы ол жаққа 1 миллион теңгемді құртам ба, ол шетелге барғанша, одан да бір бизнесіме салайын деп ойлайды. Сондайларға не айтасыз жалпы негізі? Көбісі расход деп санайды. Өздеріне қимайды шынымен жаңа жерде. Көп қой ондайлар. Ондай өте көп па. Мысалға бізде кәсіпкерлерге өкініштісі, мен 1 миллион теңге шетелге шыққанша бір бүйрегімді кесіп бере саламын деген сөздерді естиген адамдар да бар да. То есть мен айтамын, сенің Құдайдың берген денсаулығы аманат қой енді, ол өте үлкен бізге берілген. Сол аманаттың өзін сен ақшаға айырбастайтын болсақ, даже 1 миллион теңге тұрмайды да ол негізде. Мен былай айтамын да, сен қазір 10 жыл, 5 жыл бизнес жасадың, жұмыс жасадың, определенный табыс таптың, үй алдың, машина алдың, енді хорошо, әрі қарап жасап жатсың, и ол бизнестен жасай берген кезде сенің ең бірінші құлдырайтын нәрсең ол денсаулық нашарлайды. Сол денсаулық нашарлаған кезде ертең сен бизнесте жинаған тиынды қайтып өзіңе құясың соған. Денсаулығына. Сонда кім ұтты? Ешкім ұтқан жоқ та. Сол себептен бұл жерде көзқарас өзгеру керек та. Көзқарас өзгеру керек. Просто мен бизнесті не үшін жасап жатырмын деген сұрақ бар. И бұл бизнесті жасап жатқандағы себеп мен еркін болу үшін жасап жатырмын ғой. Найымда істемей беремін. Лучше мен найымда істемей бизнеске келдім ғой. Не үшін келдім бизнеске? Көп табыс табу үшін. Көп табыс таптым не үшін? Чтобы әдемі өмір сүру үшін. Әдемі өмір деген не ол? Сапалы өмір. Сапа деп тұрған не? Балаң шағаң жақсы жерде тұруы, жақсы жерде оқуы, өзінің жақсы ортаңмен араласуың, жақсы жерге баруың, жақсы жерде тамақтануың. Бұның, то есть әлемде көп нәрсе бар. Сол себептен даже қазір ұмытып бармын, бұл сөздің кімнің Шәкәрімнің сөзі болса керек. Құдай жаратты дейді, байды да кедейді жаратқан Құдай, байды бай қылған Құдай дейді, ал кедейді кедей қылған өзі дейді. Не үшін десе, ол оның мышленесінен дейді вопрос. Кедей болып туылғаннан охранник болып істейтін ағам бар дейді, 42 мың теңге айлыққа істейді дейді. Мен Шымкентке самолетпен бизнес классқа ұшқан кезде каждый раз соны ойлаймын дейді. Мен бір бизнес класс ұшқан кезде 80 мың теңге төлеймін дейді, ананың 2 айлығы дейді енді. Мен сол жаным ашиды дейді анаған. Жаның ашқан бір түрлі, но ол кісінің денсаулығы бар ма деймін, бар дейді. Енді қалаға шықпаса, оқымаса, оның ешкім көзін тасқа байлап та қойған жоқ. То есть адамдардың барлығында таңдау бар. Құдай берді таңдауды. Ары қарап дами алмаса, ол бизнесте түскен табысын өзін жарата алмаса, бұл скорее всего кедей немесе бизнестің құлы.
менде сондай ғана взгляд бар да. Сол себептен менің мақсатым бүгінгі күнмен өмір сүру. Бүгін таңда мен определенно тек қана бүгінгі таңда қарным не тойса, не ішсем, не жесем екен емес. Не нәрсемен қазіргі мен жасым мысалы қазір 36-та. 36 жастағы ләззат алғым келеді. Мен ертең 50-ға келген кезде мен 36 жастағы ләззат ала алмаймын. Қанша қаласам да, қанша ақшам болса да. Мен ол кезде менің вкусым өзгереді. Менің ол кезде барлық нәрсеге, әлемге деген көзқарасым өзгереді, қоғам өзгереді. Сол кезде мен сол кездегі өзгеріске сәйкес ләззат алуым мүмкін да. Сол себептен бұл жерде әр нәрсенің бір өзінің кезеңі бар ғой. Мен болашақпен өмір сүретін болсам, 50 келген кезде мен қайран 25-тегі ләззат ала алмаймын да. Ол кезде энергия болмайды. Ол кезде бір тауға шыққым келеді мүмкін, бірақ шыға алмауым мүмкін мысалы. Сол себептен бүгін 5000 теңге мен демалмаған адам, ертең 500 мың теңгемен демала алмайды да ол. Бәрібір позволить етпейді ол кезде де өзі. Конечно, по-любому ана бір қыз айтып еді маған. Менің 3 миллион теңге саудаға шықсам, күніне 30 мың теңге сауда беремін деп. Мен айтамын, подожди деймін да, сен ең бірінші бүгін 1000 теңгеден сауда берші, садақа берші. 1000 теңгеден сен садақа беріп үйренбесең, сен ертең 30 мың теңге садақа бере алмайсың. То есть ол заңдылық бәріне қатысты нәрсе. Сол үшін қазір адам баласы өзі кәсіпкер өзіне бір керек демалысына жарияламаса, кейінде өзіне жарияламайды, рұқсат бере алмайды. Бір кісіні көргем, Шымкентте Самал базар бар ғой. Иә. Самал базарда оптовик. Мына жағында пачка ақша. Мына жағында маған кездесу келіп тұр. Өзі маған кездесу келіп тұр. Кездесуге әйелі төлеген ақшаны. Өзі төлемеген, өзі келмейді ол негізі. Әйел айтады, Сәкен мырза, мына кісі маған реттеп беріңізші. Мен реттеп бергенде мен оны тамырын ұстап тұрып оқымаймын ғой. Өзі реттелемін деген ниеті болу керек қой онда. Ол оқимын ба, бір өзгеремін деген. Анан қарасаң, кәдімгі бет аузым бәрі кір болып кеткен, терлеп кеткен. Не істеп жатыр, неден келдің десем, товарды түсіріп келген. Біржен товар алып келетін бет, в общем, өзі грузчик, өзі бәрі өзі істейді. Менің жаным ашығаны айына, сол кезде айтты да, айына 45-50 миллион жасаймын дейді, продажа жасайды. Мейлі 5% қалсыншы, ол 5%. Анау сланцыйыны киіп жүргеніне бір 2 жыл ма 3 жыл болып қалған. Тырнақтары кіріп кеткен, қолым бәрі мына жер қара, мына жер жарау кеткен, заттар ұлаған, в общем. Енді әбіршіп кеткен анау ше, мен айтам, оны кәсіпкер емес, құл деп атайсың да оны. Реально ше. И мен ананы көргенде жаным ашыды, мен айтам да, сұрақ қойдым, сен қашан соңғы рет бала шағаңмен барып таңғы ас іштің деймін да ананы. Ана жігіт отыр, ойланып, жоқ дейді да. Кәдімгідей андай да. Эмоция жоқ та. Жоқ, ішкен жоқпын дейді да. А что, ішу керекпін бе деген сияқты ше. Мен айтам, бизнес не үшін жасап жатсың, не үшін ақша тауып жатсың? Қашан соңғы рет барып өзің киім алдың деймін да анаған. Алған жоқпын дейді да. Бар да, саған бірінші задание деймін да. 200 мың теңге ақшаңды алып, Шымкент плазаға барып киім қайтшы деймін да. Неге сенімен маған сөйлесу даже немножко неприятно болып тұр өзіме деймін да. Неге мен өзім саған жаным ашып тұрғаннан көріп. Бірақ сен қалтаңда ақша көп, пачка ақша. Қалтаңда пачка ақшада не пайда, егер сен оны табысты өзің рахатыңа пайдалана алмасаң. Сол себептен кәсіпкер адамдарда өзі табиғатында кәсіпкер адам, жадность жоғары адам ғой негізі. Иә. Кәсіпкер бол адам, иә. Енді сол жадностьті жалап жеңген адам, бұл ең мықты адам да, негізі күшті адам да. Өзіне рұқсат бере алатын, қоғамға рұқсат бере алатын, айналасына рұқсат бере алатын адам. Кітап жазыпсыз ғой? Сол кітабыңыз туралы бізге бір ақпарат берсеңіз өтініш. Өте керемет қазір маған мына жерде Сәкен мырза өзінің осындай алғашқылардың бұл мынандай кітабын сыйлады. Мынаның өзінің упаковкасының жасалған дизайны вообще маған қатты шокировать етіп тұр. Тем более еще қазақ тілінде мынандай ритейл сауда құпиясы, именно магазин, бутик бизнесінің табысын еселейтін 44 құпия техникалар деген кітап жазыпты Сәкен Ділімбет мырза. Өте күшті. Мына өте құнды ақпарат бізге, именно кәсіпкерлерге, саудада жүргендерге. Жалпы өзі осы кітабыңыз туралы айтып кетсеңіз, маған осы құнды сыйлықты сыйлады. Өте риза болып қалдым. Рахмет. Маған құнды ақпарат болды өте. Өзіңіз айтып кетіңізші осы именно. Рахмет, Эльмира ханым, бірінші осындай бір подкастқа шақырғаныңызға. Керемет жақсы сұхбат әңгіме болып жатыр. Мен де бір ішімнен барымда жасырмай айтып жатқаныма қойып өзім қуанып отырмын. Мен айтамын, негізі разбор жасайтын болсақ, мастер жасайтын болсақ, мен таңғы сағат 6-ға жасай беретін адамдардың бірімін. Сол себептен әңгіме әрине бітпейді, бірақ өкінішке орай уақыттың шектеуіне байланысты сізге алғысым білдіргім келеді. Рахмет сізге шақырғаныңызға. Ал енді мына кітапқа келетін болсақ, кітаптың ең бастысы құндылығы бұл жерде менің 15 жылдағы тәжірибемнің бәрін осы жерге әрекет жасадым сыйғызу үшін. Соны қарасам, 44 инструмент бар екен, 44 техника. Жалпы бутик, магазин, кез келген форматта товарны бизнесте жүрген барлық кәсіпкерлерге арналған ритейл саудасы құпиясы деп аталады. Кітаптың ең бір мен былай айтайыншы, бір эксперт ретінде осы кітаптың автор ретінде беретін бір уәдем бар. Егер кітапты алып оқып,
сол кітаптың ішіндегі пайдалы дүниені бизнеске қолданып нәтиже бермесе, мен кітаптың ақысын қайтарып беремін деймін. Потому что мен қазақ даласында, қазақ кәсіпкерлерінің арасында бизнес литературадан, осындай бір бизнес әдебиеттен әлі гарантиясын берген кітапты көрген жоқпын. Сол себептен бұл жерде бірінші мен өзіме сенімді болғаннан кейін осы кітапты жазып шығарған автор ретінде ұсынам. Кітап қазір барлық магазиндерге жақын арада шықпайды. Негізі қазір ұсыныс не алып жатыр уже жан-жақтан бағана кітапқа. Меломаннан келіп жатыр уже, естіп жатыр. Мен қазір өзім 1-2 айдан кейін шығарам дедім. Мақсатым кітаптың бір үлкен тиражда сату емес. То есть, кітаптың өзінің бір деңгейлі миссиясы бар. Кәсіпкерлердің сауаттылығын ашу ең бірінші миссиясы. Сол арқылы өзімнің жеке брендімді көрсету, жеткізу кәсіпкерлерге. Одан кейін бұл табыс көзі. Бірақ мен бұл қазір бұл жерде өте аз данасын шығарғандықтан кітаптың санына емес сапасына жұмыс жасау мақсатында. Сапалы екен көрініп тұр. Екі форматта жасадым. Бірінші кітаптың өзі 19 мың теңге тұрады. Жалпы қазақ даласында 19 мың теңге кітаптардың саны жоқ десек болады. 19 мың теңге кітап. Көп кәсіпкерлер өзімнің инфобизнестегі кітап жазған адамдардың бәрі қайта сұрады, неге 19 мың теңге, неге қымбат емес пе деп. Нарықта кітаптың бәрі 5 мың 6 мың айтылды. Мейлі 100 кітап өтсін, 500 кітап өтсін, 1000 кітап өтсін, мен өзім определен бір шамам келетін деңгей бар. Соған дейін мен до конца жасаймын, что 19 мың теңге сатылуына деймін да. Сол себептен маңыздысы, менің өзім сатып алған бір кітабым бар да, Игорь Манның кітабы бар. Любишь деньги, люби клиентов деген кітап бар. Любишь деньги, люби клиентов. Өте күшті сөз екен. Өте керемет кітап. Кітапты маған өте бір интригамен алдай жүрдім алуға ше, ойланып ше. Кітаптың құны 48 мың теңге тұрады. Мен оны доставкасымен анауынан бір 60 мыңға дейін барып қалды. Сон бір Қазақстанда жоқ ол продажа, Россиядан алдырдым да. Сол сияқты егер ақшаны жақсы көрген кезде, клиентті жақсы көр дейді. Сол кітапты алып оқыдым да, мен қарадым, кітаптың өте бір құндылығы сонша жеткізілді маған. Мен де бұл кітапты жерде қалмас үшін бағасын 19 мың теңге деп қойдым. Біріншіден. Екіншіден, бокс форматында, сыйлық форматында жасағанбыз. Бірақ бұл бокс форматында жасалған кезде бағасы 177 мың теңге. Бірақ бұның қасында жүретін үлкен бір екі сыйлығы бар. Бұл екі сыйлық бірінші менің ритейл бизнес академиямның ішінде онлайн курс бар. Рекорд продажа деп аталатын курс. 725 мың теңге тұратын курс бар. 3 айлық кәдімгі куратормен бірге оқитын курс. Сол курс беріледі. 177 мың теңге бонусқа қасына қосымша. И плюс менің жеке консультациям 300 мың теңге тұрады. Сол консультацияны бердім. И мына жерге бір боксқа бір 50 бокс шығарған болатын. Сол 50 боксты 50 кәсіпкерге де атап ниет етіп қойған. Өте керемет. Сол себептен алам деген желаушілер кәсіпкерлер болса, Сәкен Мирзаның инстаграмда толық ақпаратын бере аласыздар. Рахмет, Сәкен мырза. Бүгін менің қонағым болып, жалпы ашылып, қаншама адамға пайдалы болдыңыз деген ниеттемін. Кәсіп ашатындарға, кәсіпте жүрген адамдар жалпы өздерінің ошибкаларын, жаңағыдай қателіктерін білді, көрді, өсет деген ойдамын негізі. Себебі кез келген кәсіптегі адам жаңағы оцифровка деп отырсыз ғой, сіз санауды, жалпы жүйелеуді, бизнесін жүйелеуді үйренуіміз керек. Подкаст өте пайдалы болды деген ниеттемін. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Жалпы өзіңіз жаңағы менің оқырмандарыма бір өзіңізден тараптан бір ақыл кеңесіңіз болса, кәсіпкерлерге айтатын болсаңыз, айтып кетсеңіз. Ең бірінші бизнес жасап жатқаннан кейін осы көріп отқан көрермендер осының бизнес кәсіптегі адамдар ғой. Бірінші бизнесіңізді жүйелеу деген кезде мен бірінші сөзді айтатын бұл цифрландырыңыз. Күнделікті шығысыңызды, кірісіңізді, табысыңызды. Егер қаласаңыз мен осының ссылкасын беріп кетейін. Сіз мүмкіндік болса осының ссылкасын бизнес цифрын басқару деген шаблон инструмент бар. Мен сол шаблонды сіздің осы көріп отқан аудиторияға тегін беру үшін ссылкасын берейін. Сол ссылкасын описание қойса да болады. Бірінші бизнесті цифрландырыңыз. Екінші, әрқашанда сату қабілетін және маркетинг пен сату қабілетін бірге шыңдайтын қосымша білім алуды тоқтатпаңыз. Неге? Потому что өте маңызды нарықтағы өзгерістер, скорость дейді ғой. Нарықтың өзгеру жылдамдығы өте жоғары. Егер кәсіпкер нарықты алдын ала зерттеп түсініп отырмаса, ол артқа кетеді. Сол үшін екінші айтатын кеңесім сол. Үшінші, барынша еркін болыңыз. Өзіңізге деген жадностьіңіз болатын болса, соны жеңумен айналысып көріңізші. Потому что бағана айтқан тақырып, сол себептен еркін болыңыз, табысқан табысыңызбен барынша жоғары биікте шарықтайтын кәсіпкер болыңыз.
Рахмет, көп. Ал осымен біз өзіміздің подкастымызды аяқтаймыз. Көптен көп рахмет. Жаңағы Сәкен мырзаның берген сіздерге шаблонын осы жерге описаниеге жазып қоямыз. Барлығыңызға пайдалы болдық деген ниеттеміз. Рахмет сіздерге көп. Рахмет, сау болыңыздар.